Айдаке, жігіттер таныз ба? Нетворкингтегі жігіттер ғой? Өзіміздің жігіттер. Андай бір нетворкингтің бір пайдасы не болды да? Қасымызда бір комьюнити өзі жиналды да. Жаңағыдай, давайте, орайық істейік деген сияқты ше. И тура сол волнамен дәл кетіп баратырмыз ғой. Бұйырса осы екі нені проектке акцент қоямыз, нетворкинг пен осы Next қадам деген. Бұл Next қадам деген канал ма? Иә, YouTube канал. Келесі қадам. Типа. Әр YouTube канал мақсат қандай негізі? Мысалы бір миссиясы бар шығар деген ма? Әрине. Қазір оны айтамыз. Болды онда, айтып жасайық, бисмилля. Ассаламу алейкум рахматулла баршаларыңызға, құрметті көрермен, құрметті көріп отырған қазақ жастары. Иншалла. Ассаламу алейкум рахматулла баршаларыңызға. Бүгінгі Next қадам жобамыздың алғашқы подкастын, алғашқы сұхбатымызды бастаймыз иншалла. Енді бізде бүгін қонақта біздің Айдархан есімді бауырымыз, біздің қонағымыз. Бүгін арнайы қазақ жастары үшін, сіздер үшін шақырып отырмыз. Неге Айдархан бауырымызды таңдадық? Себебі енді қазір көп жастарға біздің енді каналымыз жастарға арналған болғандықтан, осы қазақ жастарына бір сонда мотивация беріп жүрген, қазақ жастарына үлгі болып жүрген бір кісіні, тұлғаны шақыруды көздедік. Және енді жас жігіттерге арналған соң жас кәсіпкерді таңдадық қой енді. Сол сіз болып тұрсыз иншалла. Қош келдіңіз бүгінгі біздің подкастымызға. Қалай сезінудесіз өзіңізді? Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух. Жақсы, керемет, өте керемет. Бұйырса енді Аллах тағала не салады, аузымызға соны айтамыз. Қолдан келгенше. Бізде енді бірінші рет болып тұр. Бізде қуалышып тұрмыз. Сол үшін бір кедергілер, андай бір нәрселер дұрыс емес болып қалса, көз жұмып қарауларыңызды сұраймыз иншалла. Қонақ болған қалай екен? Сіз енді подкаст жүргізіп жүрсіз, бірақ бірінші рет қонақ болып отырсыз ғой, иә? Негізі алдында бір рет па болғанбыз, бірақ андай қатты бүйтіп официально болған жоқ. Сол үшін қазір мына камераның артында еще балалар тұр ар жақта кәдімгі бірінші рет болып отыр да олай. А так негізі мен өзім екі каналым бар. Сол мен көп адамдарды қонаққа шақырамын, кәсіпкерлерді, үлкен имам ағаларды, сол кісілерді шақырамын. Сол үшін өзім бірінші рет келіп тұрмын деп айтсам да болады шығар енді. Машалла. Енді бүгін Алла тілімізге не салады, соны айтамыз ғой енді иншалла. Одан кейін Бекберген бауырымыз, танисыздар, нетворкинг жобамызды бірге жасаймыз. Одан қалса бірге кәсіпте де, былай жұмыста да барлық жерде біргеміз. Иншалла осы YouTube каналымызды да бірге ашып отырмыз. Енді YouTube каналымыздың атын Next қадам деп қойдық. Былайша айтқанда қазақша аударған кезде келесі қадам. Яғни бұл жастарға арналған подкаст жобасы болғандықтан, енді келесі қадам не істейміз? Мысалы Алматыға келді, келесі қадам не? Мынандай деңгейге өтті, келесі қадам не деген сияқты. Келесі қадамды жасау үшін, келесі шагын жасау үшін осылай Next қадам, келесі қадам деп былайша айтқанда подкастымыздың атын қойып отырмыз иншалла. Неге келесі қадам деп қоймадыңыздар? Сәл андай күшті болсын деген ғой. Шетел болсын деген. Нео болсын десіздер. Болды түсіндім. Солайынан енді иншалла. Келесі жол болмаса келесі қадам деп айта береміз ғой. Проблема жоқ. Негізі бар ғой, именно бұл нәрсені қолға алудағы себеп болған нәрсе, түрткі болған нәрсе. Мынандай ғой, бұл нәрсеге күш берген нәрсе. Мысалы, студенттер жаңағыдай сентябрь басталды, қазір оқу басталды, қалаға көп студенттер келді сырттан, региондардан жиналып барлығы. И қаладағы кешкі өмір кәдімгідей ауысты. И сол кезде мысалы көресің да, өзіміздің де інілеріміз бар мысалы. Қалаға келеді, азанда оқу кешке жаңағыдай істеп жатқан нәрселерін көріп ішің ашиды да шынымен. Мысалы? Демалыс, қаңғырыс, график жоқ, жаңағыдай бір клуб мысалы, ол жаңағыдай бір само собой деп қойды. Бір андай бекітілген бір мақсат жоқ, и сол мақсатқа әрекет жоқ та. Енді бізде бір мен мақсат қоюдағы бір музамын или бір соның мысалымын деген сияқты нәрсе айта алмаймыз, бірақ андай мына нәрсені істеме, бұл дұрыс емес деп айтуға да бір үлкен тұлға болудың да керегі жоқ та. Өйткені істеп жатқан нәрсе шынымен дұрыс емес. Вот сол нәрселерді көріп бір шашудан деп айтайықшы. Енді ауыр болса да шашудан бір жасап отырмыз осы нәрсені. Жалпы бұл подкастымыздың ниетін кішігірім түсіндіре кетейік көріп отырған көрермендерге, одан кейін сізге де кішігірім бір информация болсын. Мынандай ғой, бір жаңа Бекберген айтпақшы, белгілі бір нәрсе жоқ бұл подкаст ұйымдастыруымыздағы. Іш ашудан туындап отыр. Одан кейін қазіргі жастардың, былайша айтқанда өзіміз де жаспыз енді, біз бір эксперт емес, біз құрметті көріп отырған жастар, біз бір деңгейге жетіп сіздерге ақыл айтамыз емес, не білдік осы жасқа дейін. Сонымен бөлісеміз иншалла. Енді мұсылман екіге бөлінеді дейді. Біріншісі өзі ғана біліп, соған әрекет етеді, екіншісі біліп, соны өзгелерге таратады дейді. Біріншісіне қарағанда екіншісі қайырлы дейді. Енді біз де соған амал етейік деп, үлкен кісілермен жүрдік,
енді сіз де үлкен кәсіпкер ағалармен жүрсіз, соны ашық жастарға көрсетейік деген ниетте осыны жасап отырмыз. Ол біріншіден. Екіншіден, Медина қаласында қателеспесем, Нұрсұлтан ұстаздың сабағында отырған кезде бізге мынандай бір оқиғаны айтып берді ол кісі. Енді бұл жерде ниетке байланысты. Мынандай бір оқиғаны айтып берді. Осы бір оқиғамен подкастымыздың түгел ниетін шығарып алуға болады да. Бір күні бір 3 кісі дейді. Кәдімгі осындай бір тау тастың арасында келіп жатқан кезде нөсер жаңбыр құйып кетеді. Сол кезде 3 кісі бір орманға тығылып кіріп кетеді. Орманға емес, бір ағаштардың таудың ішіне кіріп кетеді. Кірген кезінде сел ағып, жаңағыдай таудың етегін жауып қояды ғой, шыға берсін. Іші қап-қараңғы болып қалды, 3 кісі ішінде бір-бірін таппай қалады. Сөйтті арасында біреу айғайлайды: "Ей жігіттер, қайдасыңдар?" дейді. Үшеуі бір-бірін таппайды, ненің іні екенін білмейді, не жеп кетерін білмейді қазір, қорқады. Сонымен енді қорыққаннан кейін біреу мынандай сөз айтады: "Давайте үшеуміз бір жақсы амалымызды айтайық" дейді. Алламен арамызға бір амалымызды салайық. Сол амалымыз Аллаға ұнаса, Алла бізді осы жерден алып шығады дейді ғой. Сөйтеді да мен бастаймын дейді біріншісі. Сөйтеді да: "Я Алла, менің бір ешкілерім бар. Мен күнде соларды сауамын да ыстық сүтті. Сөйтіп әке шешеме әкеп берем" дейді. Бірінші әке шешем ішеді, сосын балдарым ішеді. Я Раббым, мен бұны бір өзінен қорыққаннан, ата-анамды сыйлағаннан жасаймын. Егер осы амалым саған ұнаса, мына үңгірдің есігін аш, бізді шығар дейді ғой жаңағы кісі. Сонымен үңгірдің есігі кішкентай ашылады, бірақ адам шығарда емес, тек кішкентай ғана ашылады, нұр көрінеді. Сонымен екінші тұрады да: "Я Алла" дейді ол да ше. "Менің бір туысқан қарындасым бар. Менің соған ойым кетеді, ол маған ұнайды. Бір күні мен оған айттым өзімнің ойымды, бірақ ол менен бас тартты. Бір күні оның әке-шешесі өмірден өтіп кетті. Сөйтіп ол қарызға менен ақша сұрап келді. Мен оған айттым: "Мен саған ақша берем, бірақ сен де менің бір қажетімді өтеп бер" деп айттым. Яғни өзінің жаман пиғылын ұсынған ғой, былайша айтқан кезде. Қыз амалдың жоғынан келіседі. Сөйтеді да екеуі сол жаман әрекетке барардан алдын қыз айтады: "Бүкіл есік терезені жапшы" дейді. Сонымен жігіт жауап келеді. Сөйтеді да қыз айтады: "Есікті жаптың ба" дейді. "Жаптым" дейді. "Бір есік ашыққа кетті" дейді. "Қай есік?" деген кезде: "Алла мен сенің араңдағы есік ашық қалып кетті ғой" дейді да. Сол кезде ана жігіт қорқып есікті ашып жүгіріп қашып кетеді. Сөйтеді да сол осы әрекетін айтады ғой: "Я Алла, осы істі мен сенен қорыққаннан жасадым. Егер осы амалым саған ұнаса, бізді мына жерден шығар" дейді. Есік тағы да ашылады, бірақ полный адам сиятындай емес, жарты дене ғана сияды. Одан кейін үшіншісі айтады: "Я Алла, мен бір күні бір жігіттерді үйге жұмыс істеуге алып келдім азаннан кешке дейін. Олар жұмыс істемей отырып алды. Сонымен мен басқа жігітті әбетте ертіп келген едім. Ол жақсы жұмыс істеді. И соңында ақша берер кезде мен бәріне бірдей ақша беріп, ана жігітке сәл көбірек берген едім. Ана жігіттер ашуланып кетті. Сөйтіп жаңағы ақша берген жігітім ақшасын алмай кетіп қалды, бізге ренжіп. Мен оның ақшасын алдым да малға жараттым, яғни қой бақтым. Қойға салдым. Сол ақшам көбейіп, қойларым бір жайылым болған ғой. Бәлкім 100, бәлкім 200 белгісіз. Бір күні ана жігіт ақшасын сұрап келген кезде: "Ана қойларды көрдің ба" дейді. "Я" дейді. "Соның бәрі сенікі, ала бер" дейді ғой. Я Алла тағала, мен бір кісінің ақысын жеуден қорқтым, және осы амалды сенен қорыққанына жасадым. Егер осы амалым саған ұнаса, есікті аш" деген. Ана есік ашылып, үшеуі шығып кеткен ана жерден. Енді осыдан не түйдіңдер деген сұрақ қояды бізге. Ертең өмір деген сынақтан тұрады. Ертең бастарыңа бір сынақ келіп қалса, Алламен араларыңа қандай амалды қоясыңдар деген сұрақ қояды ғой. Ойланып қалдық ше, таппай қалдық та бір амал. Мен мына әрекетімді қоям, мен мына амалымды қоям деп ешкім айта алмай қалды. Әдем. Енді сондай бір амал болу керек бұл өмірде әркімде. Ол енді көп кәсіпкерлердің қасында жүресіз, біз де жүреміз, альхамдулилля. Бүкіл кәсіпкерде уақыт жобалар болады өздерінің, Алла разылығы үшін деп қоятын. Осы жоба бізде Алла разылығы үшін істеліп жатқан бір жобамыз ғой, былайша айтқан кезде. Айдекеңде де бар ғой, айтпақшы сондай. Сізде де бар оны. Бізге айтқас, қазір енді жобада да айта жатыр. Сол ниетіміз былайша айтқан кезде Алла разылығы үшін қазақ жастарына пайдалы болу, және Аллаға ұнамды бір амалымыз болуы ғой, былайша айтқан кезде. Әдем. Ниетіміз осы. Менде ниетім осы. Ниетіміз бір сияқты. Ниетіміз бір екенде. Нетворкинг, ниеті бір жастардың бірігуі. Әдем. Машалла. Негізі сізден сұхбат алу керек ау деп ойлап. Біз сұрақ қоюшымыз. Ауысамыз ау деп сөйлемеймін. Біз сұрақ қоюшымыз. Жаңағы уақыт жоба. Мысалы, мынау біздің қолымыздан келген нәрсені жасап жатырмыз. Сіздің де қолыңыздан өзіңіздің салаңызға қатысы бар. Уақыт алдын Нұрмұбаракта бір жолыққан кезде айтып қалдыңыз, мен толық соны түсінбедім негізі. Жалпы біріншіден тағы да ассалаумағалейкум, кішігірім таныстырып өтейін өзімді. Есімім Айдархан болады. Көбісі Қасым Қазақ деп таниды Инстаграмда. Жалпы
Instagram, YouTube каналдарды жүргіземіз, және де одан бөлек ең основной бізде ол кәсіп, Ресеймен, Қытаймен сауда жасаймыз, онлайн платформалар арқылы, және де өзім инвестиция жасаймын проекттерге. Инвестор, кәсіпкер деп айтса келетін шығар. Вот. Және блогер. Хобби, былайша айтқанда. Вот. Жалпы бүгінгі подкастты шақырғандарыңызға рахмет. Мен негізінде вообще ойлаған подкастқа бармаймын деп. Мүлдем бармаймын. Мен зачем мен кіммін мен подкастта сөйлейтін. Мен ондай бір 40-қа толған жоқпын, бір ақыл ол маған қонатындай ше бір. Бірақ мен ойладым да, ол 40-қа толғандар камераға сөйлей алмайды да, мысалы. Қазіргі бұрынғы поколение ғой, миллениум деп аталма бір нәрсе, ұмытып қалдым. Біз зумерміз, короче. 2000-нан ары қарай біздер зумер миллениалы. Миллениалы ма, сондай бір нәрсе. Олар сөйлей алмайды камераға. Біз зумерміз, біз сөйлей аламыз. И зумерлардың арасында өте үлкен проблемалар бар. Солардың ішінде олар кімді признавать етеді, сол адам сөйлесе, в принципе, жарасады деп ойлаймын. Бірақ мен өзімнің ішінде үйренген бір керемет нәрсем бар да, мен онымен бөліспесем болмайды дедім. Мен осы нәрсемен бөлісем деп ниет еткен болашақта. Сол бір белгілі бір іске әрекет етем, сол ісім жүзеге асса, мен міндетті түрде бөлісем деп Аллаға уәде еткенмін. Бірақ мен де қазір мен ұзақ уақыт бүйтіп өзім амал еттім деп айтамаймын, бірақ определенный уақыт амал етіп уже тестировать еттім деген сияқты. Енді сонымен бөліскім келеді, әрине. Андай бір мақтану мақсатында емес, дәл осыны әрбір қазақ қолданатын болса, жастары, қазір зумерлар дейміз ғой, солар қолданатын болса, мен ойлаймын, қазақтың жастары, біздің ата-бабамыз айтқанда, мен жастарға сенемін деген қазақтың жастары шығады деп ойлаймын. Өйткені негізі қатты қиын емес өмір деген. Алға мақсат қойып өмір сүру, белгілі бір жетістіктерге жету, негізі біз ойлағанда қатты қиын емес. Просто өзіміз қатты қиындатып алады екенбіз. Соны мен осы жақында түсіндім. Қаншама сынақтардан көп адамдармен жолығып, көрісіп, білім алып, өзім тоже білімге тоже өте үлкен сумма ақша құямын. Ең үлкен ақша құйғандардың бірі 1 сағат консультацияға 500 мың теңге әшейін төлейміз. 1 сағат консультация 500 мың теңге. Бүйтіп қарасаң бір адамның 2 айлық зарплатасы, средний. То есть сондай сияқты біз үлкен білімге ақша құямыз, и неге бөліспеске деген ойлар келді да. Жастарға именно. Біздің әңгімемізді, мен сіздердің әңгімелеріңізді түсінемін да. Біздің ағалар 40 жастағы, 35 жастағы, олар біздің әңгімелерді түсінбейді. Олардың жастары басқа болды ғой. Олардың поколениялары. Сол мақсатта келдім, өзімді көндірдім. Сіздер айтқанда мен отказ берейін дедім негізі. Мен бармаймын деп мен айттым ғой сіздерге. Брат, бармаймын дедім да. Сосын сіздер айтсар, қазір жастар анау мақсат. Именно мен қазір ойлап тұрдым ғой, сіздер ұсынып жатқан кезде мен по-любому отказ беремін бұларға дедім да. Бірақ қазір мен бұрында айтып қойған нәрсемді маған ұсынатын болса, мен барам деп қойғым ғой. Сендер тұрасыңдар да, Айдеке, не тақырыпта деп сұрадым ғой мен. Сол кезде Айдеке, қазіргі жастарда мақсат жоқ, сол мақсат қойып үйрету керек деді. Мен айттым осыны. Алла дедім. Онда мен барам дедім. Машалла, былайша айтқан кезде қазір көріп отқан жастар, сіз 500 мың теңге құртып жүріп тыңдағанның бәрін тегін тыңдайын деп тұрмасын да. Живой тыңдайын. Жаңағы нәрсеге қоса кетейінші. Үлкен кісілерге біздің жасаған нәрселеріміз ұнамайды деп жатсыз ғой. Біз мысалы ағалардың қасында жүреміз ғой. Вроде жаңа бір задача береді да. Бір задача береді. Мына нәрсені қазір былай болып тұр, оны былай жасау керек. Все, түсіндім, аласың барынша жаңағыдай мысалы бекарыс жақсы еді ол чувствоны. Барынша ардығымен жасап барып, ой, қазір бір молодец дейтін шығар деп бүйтіп көрсетесің ғой. Болмайды мынау. Басынан дейді ғой. Жаңа бойлға бір тиіп кетіп айта кете салайын деген просто. Машалла. Ішіндегі несін айтып отыр. Мұң. Енді мына өзіне айтамадым, камераға шығаратын деп ше. Танысып алдық, мақсатымызды түсіндіріп алдық, ниетімізді түсіндіріп алдық. Енді бір сұрағымызды бастайық. Көп сөз ба, иншалла. Бисмилля. Енді мынау жаңағы сіз басын бастап қойдыңыз уже, мақсатсыздық деген. Негізі біздің тақырыпта осы болған. Неге бұл тақырыпты таңдадық деген сұрақ келетін болса, мынандай болды. Мен жақында Шымкентке бардым. Өзім сол жақтымыз ғой. Ініммен сөйлесіп отырмын 2007 жылы. Енді інім болғаннан кейін қатты өзіңе тартып жаның ашиды ғой. Сөйтіп айтып отырмын, не план сенде? Оқу бітірдің, қайға түсесің, не істегің келеді деп сұрақ қойып отырмын ғой. Сол кезде ол бүйтеді. Білмеймін дейді. Болды. Алда мақсатың қандай сұрақ? Білмеймін дейді. Болды. Онда мен бұған дұрыс сұрақ қоймай жатырмын дедім. Жүр кеттік мороженое жеп қайтайық дедім. Сөйтіп екеуміз мороженеде отырып, әр уақытта жеп, мен оған өзім историяларымды айтып беріп жатырмын. Мен Алматыға барғанда бүйткем, сөйткем деп басқа қырымен кіріп жатырмын да оған былайынша. Саламбурадан жаяу қайтқан меге. Саламбурадан жаяу қайтқан меге. Коронный историясы бекерсің. Бәрін айтып беріп жатып. Ертең сондай енді деп басқаша сұрасам, білмеймін дейді. Неше жасың?
2007 қанша 17 сондайда ғой. Сонымен андай енді інің болғаннан кейін қатты не аласың ғой, қынжыласың ғой. Бопты дедім. Бірақ сөйтіп жүрген кезде ол тек менің інім ондай емес екен да. Ондайлар жетеді, бәріміз сондай. Қазір сол зумер деген сол. Біз де сондай болғанбыз. Бәлкім біз де кезінде сондай болдық. Қазір ондай жастар да жетеді. Сол енді сондай жастарды ояту мақсатында былайша айтқан кезде. Сөйтіп неге деп мен неге бұл білмеймін дей береді деп ізденіп қарасам, ода бір мақсат жоқ та. Мақсат болмағаннан кейін адам айта алмайды. Болды, мен былай істеймін, ертең үйтем бүйтем деп айта алмайды. Неге? Айтайын десе оның мақсаты жоқ. Енді осы тақырыпты қозғағымыз келді біз. Енді мақсат деген бұл енді үлкен нәрсе ғой. Миссия деп аталады ғой. Бір жағынан мақсат деп қойсақ болады, бір жағынан миссия деп қойсақ болады. Біздің тілде ниет қой. Ниет. Олай да айтсақ болады. Енді бұл мақсатсыздық деген тақырып, енді бір адам мақсат болмаса бір қанатсыз құспен тең деп айтып жатады ғой біреулер. Желкенсіз кеме дейді ғой. Желкенсіз кеме дейді. Сол қалай енді сізге мақсатсыздық деген осы тақырыпта бір сөйлегіміз келіп отыр. Именно мақсатсыздық па? Иә. Адамды неге жетелейді мақсатсыздық деген? Өте қиын нәрсе. Мына жерде отыр ғой, жастар. Неше жылсыңдар бір мен? 2007 ма? Осының ғой деп жатыр. Мақсатсыздық деген нәрсе, бағана айтқандай, мақсат жоқ адам ол желкенсіз кемеге тең дейді. Желкенсіз кеме деген парус қой, түсінбейтін адамдарға. Өзім жақында түсінгенмін оны, пипец бір білімді деп ойлап қалмаңдар. Парус қой, былай ойлаңдаршы, просто кеме кетіп жатыр, мұхиттың ортасында ешқандай желкен жоқ, парус жоқ. Просто су қайда айдайды, сол жаққа қарай кете береді. Түсінсіздер ма? То есть адам дәл солай, қалай адам ситуацияны қалай управлять етеді, дәл солай жүре береді. Таныс жағдай ма? Ана бірақ кеттік дейді, кеттік. Ана бүйтеді, кеттік. Ана бүйтеді, настроение жоқ, жатам, тұрам. Вот сондай да. Ешқандай бір мақсат жоқ өмірінде. Тура сол кеме сияқты. Егер де сенде парус болса, желкен болса, сенде өзінде направление бар. Жел қай жақтан соқса да, сен туған қарай туырлап аласың, кете бересің. Бірақ сен мақсатың бар, сен анау жаққа жету керексің деген сияқты. Немесе былай келтірсе болады, мысал ретінде. Жебе бар ғой, садақтан атқан кезде, мысалы мақсатсыз адам ол лақтырылған жебе сияқты да, просто аспанға қарап. Холостую ұшып барады да, былайша айтқанда. О, не қарай. И білмейді қайда тиетінін, бірақ әйтеуір бір жаққа өмірінің соңында барады да, сондай болып тұр да. Ал нақты өзінің мақсатына дәлдеген адам соның айналасына тиеді да, түсінесіз ба? Сол себептен бұл мәселемен өзім қатты ауырған просто. Менде мақсат болмады, мақсат болады, бірақ миссия болмады, ниет түсінбеймін, не істеп жүрмін мен вообще бұл жерде. Ақша тапсақ болды ма не сонда деген сияқты мәселелер болып кетеді. Осы нәрсені біз көп ойлану керекпіз негізі. Тек ақша табу ма не сонда өміріміз. Менде ақша болды, ақшам болып қиналған кішкене нормально да. Ақшам болмай қиналсаң вообще қиын шығар деп ойлаймын өзім. Наоборот, ер адам ғой, ақша болмай қиналған дұрыс деп ойлаймын. Да? Мен вообще қиналып кеттім сөйтіп. Вообще қиын нәрсе негізі, мақсатсыздық деген ше. Өміріңнің мағынасы кетіп қалады. Ал еркек адам бар ғой. Еркек адам Аллах тағала өзі қандай қылып жаратқан. Еркек адамда алдыда бір мақсат болмайтын болса, ол адамның мағынасы, өмірдегі мағынасы кетіп қалады вообще. Бұл өмірде Аллах тағала бізді не үшін жаратты? Құлшылық ету үшін жаратты, дұрыс па? Еркек адам сол мақсат қойып құлшылық етеді екен да, короче, түсінесіз ба? Бір нәрсені жасауға. Негізі сол аппараттың нәрсесі сол құлшылық та. Ол не мағынасы көп қой негізінде. Бірақ түпкі ниеті құлшылық қой. Сіздердің жасап жатқан қазіргі нәрселердің бәрі негізгі құлшылық қой, дұрыс па? Аллаға бағана намда әрекет жасау бұл құлшылық қой, дұрыс па? Дұрыс, сол сияқты ол құлшылық общее понятие. Но жалпы сіздің алдыңызға мақсат қойып жүруіңіз сол сияқты, ол да бір смысл жизни. Если ол болмайтын болса, онда құрдымға кеттіңіздер да, короче. Бір орында тұру деген жоқ. Сен либо түсіп кетесің, либо көтерілесің. Мысалы, велосипед бар ғой, айдайсың ғой. Равновесие ұстау үшін сен жүру керексің алға қарай. Сен бір орында тұра аласың ба велосипедте? Тұра алмайсың ғой, құлайсың сразу. Тура сол сияқты сен жүру керексің тек қана алға қарай. Ал жастар, жалпы жастар емес, любой адам. Вот кез келген адам алдына айқын мақсат қоятын болса, онда ол өмір, ол не важно, ол мақсатқа жете ма, ол үлкен мақсат қоя ма, кішкентай мақсат қоя ма. Главное, соған жүру керек. Ол сол жүруден ләззат алады, ол басқа ештеңе жоқ екен да негізі. Мақсатты қалай қоямыз, ол уже екінші вопрос. Мынандай нәрсе сияқты, типа сен мысалы студент бір мектеп бітірді, қалаға келді, там универге түсті. Так, бірінші задача менің мақсат қою деп тұрап бола салатын нәрсе емес та. Сен просто мысалы бір үлкен өмірге қадам басты дейікші, универге акцент қоймайық. Менің мақсатым не деп былай сұрақ төтесінен қойып, соның жауабын іздеу емес, наоборот,
жаңағыдай қандай мүмкіншілік бар алдыңда, қандай жұмыс келіп жатыр, қандай жаңағыдай қай жақтан не шығып жатыр, соны жасай беру и сонымен өзі бір мақсатың қойылып соған жақындайтын сияқтысың да. Солай деп ойлайсың сен? Мен мен көбісі сөйтіп ойлайды. пікірім солай жалпы. Мен де сөйтіп ойлағам. Олай емес екен негізінде. Олай да болады өмір сүре беруге, ол да жақсы, чем әрекетсіз жатқан. Главное бір орында тұрмай. Ез еркек болғаннан қарағанда жақсы да ол. Ол екінші деңгей дейікші, 3 деңгей болса, бір адам мақсатын қояды, сол мақсатына жетелейтін нәрсені ғана істейді да. Екінші адам бар, әйтеуір бір нәрсе істейді. Үшінші адам бар, дым істемейді, короче. Әйтеуір жатады, депрессия болып ша. Ақшасы бар, кішігірім ана әке-шешесі береді, соған сеніп жатады мысалы. Вот осы деңгейге бөлсек болады. Енді біздің негізгі бағана мен сіздерге айттым ғой, мен жастарға сенемін деген жастар шығу үшін біз сол үшіншісін жасау керекпіз да. Яғни алдыға мақсат қойып, айқын, соған қарай қимылдау, әрекет ету, соған қарай, сол нәрсеге, сол конкретно мақсатқа апаратын әрекеттерді ғана жасау. Түсінсіздер ма? Бұл деген андай емес, күнделікті продуктивный болу деген мәселе емес. Күнделікті там 1000 задача бітіру керексің, азана кешкен жүгіру керек. Ондай емес. Просто күнне ключевой 2 задача ғана бітірсең де, 3 задача ғана бітірсең де, главное сол 3 задача сенің түпкі мақсатыңа апаратыр. Сол ғана. Түсінсіздер ма? Негізі осы сөзді мен Абылай Кенжалиннің Исламдағы тұлғалық даму деген кітабы бар ғой, содан оқыдым. Ол кісі бүйтеді. Мақсатсыздық дейді. Ол любой адам өмірмен жүре береді дейді. Бұл өмір өтеді. Себебі өлген балық та ағыспен бірге жүзе береді дейді да. Өліп қалған балық бар ғой, ол да ағыспен бірге жүзе береді дейді былайынан ше. Ал енді дейді, мақсат деген ол 24/7 кітап оқып, азанмен тұрып 5-те жүгіріп ол емес дейді. Егер олар сен оны жаса дейді, 24/7 жүгір, кітап оқы, азанмен тұрып медитация істе, әйтеуір нәпсіңмен күрес, болмаса любой нәрсені істе, бірақ ол нәрсе саған көмектеспейді. Егер сенің мақсатың нақты болмаса, және жаңағы әрекеттер сенің мақсатыңа жетелемесе. Енді Қасым Қазақ деген біз қалай елестетеміз? Күнде азында тұрады 5-те. Тауда. Күніге сағат 8-ге дейін 10 000 шақ жүріп тастайды. Сөйтеді да тауда тауда жаңағыдай нәрселер ғой енді. Енді бәрі ойлау мүмкін да. Мақсат деген соны мен жасай берсем, онда мен мақсатым табам деген нәрсе ше. Демек ол нәрсе дұрыс емес. Жаңағы сен қанша жерден Қасым Қазақтан мықты бол, күнде мақұл 8-ге дейін 20 000 шақ жүріп таста, или болмаса тауға 5-ге дейін 2 рет барып кел. Олар саған көмектеспейді, егер сенің сол әрекеттердің бәрі мақсатыңа жетелеп жатпаса. Сондай ғой, дұрыс түсінік пе? Әдем. Машалла. Қараңыздар, мынандай мәселе бар. Мақсатсыздық деген нәрсеге былай короткий пример келтіріп бере аламын. Мысалға сіз Құран жаттағыңыз келеді. Мысалға айтамын. Мақсат қалай қоямыз деген мәселеге кішкене үңілейік та. Бір Құран жаттау керек. Не үшін? Қияметтегі Аллах тағала оқуда көтеріл дегені бар, дұрыс па? Дәл соған амал етемін дейсіз, сіз алдыңызға мақсат қоясыз. И күнделікті бір Құранды толықтай жаттап біту үшін сіз не істейсіз? Задача қоясыз өзіңізге күнделікті. То есть күніне 3 қатар жаттау керекпін деп, егер де сіз күніне 3 қатар жаттау үшін 40 минут пен 60 минуттың арасы жеткілікті. Кез келген адамға тәжвидқа түссе болды, главное. Тәжвидқа түсу 1 айдың шамасына алады максимум. Мысалға айтайын, 3 қатар арнайсыз, күнделікті 1 сағат арнап қойғансыз. Сағат 10-нан 11-ге дейін. Болды. Бұл уақытқа ештеңе жоспарламайсыз өміріңізде вообще. Вот. Сол уақыт бекітілген уақыт нақты. И сол уақытта сіздер күнделікті Құран жаттайсыз, и сіздің расчетыңыз бойынша ровно 4 жылдан кейін, мысалға сіз или там 6 жылдан кейін сіз толықтай Құранды жаттап бітесіз 30 барған. Расчет бойынша деп отырмын, мысалға айтып отырмын. Есеп бойынша, иә. Енді егер де сіз күнделікті сол 1 сағат амал етпейтін болсаңыз, сіз Құранды жаттай аласыз ба? Жоқ. А сіз былай жүрсеңізші, Құран жаттау керек, қазір бір күн жаттаймын, бір күн жаттамаймын, бір күн жаттаймын, бір күн жаттап, сөйтіп жүйесіз, мақсатсыз жүретін болсаңыз, Құран өзімен-өзі жатталып қала ма? Жоқ. Дұрыс па? Жатталмайды ғой. Логически, өте логически нәрсе айтып отырмын сіздерге негізі. Ал сіздер қияметте Фирдаусты қалайсыздар? Қалай болсын? Пайғамбар соны қалады деді. Сіздер Фирдаус қалайсыздар да, бірақ Құран жаттап күніне 1 сағат уақыт бөле алмайсыздар. Мысалға айтып хотя бы жоқ 0 дегенде ше. Мен өзім 1 сағат бөлетін адам ретінде айтпай қоймын, просто айтып отырмын да, жалпы айтып отырмын, общий. Сол мысалда келтіргім келіп тұр да, мақсат деген не деген нәрсеге ше. Егер де күнделікті бекітіп, өзінің мақсатын айқындап, айқын мақсат қойылды болды, 4 жылда Құранды жаттап бітіремін деген айқын мақсат қойылды да, күнделікті осынша уақыт бөлемін, айына осынша алам, осынша Құранға тапсырып отырамын. Задача қойылды, планды орындау керек болды. Ол күнделікті 1 сағат уақыттың ғана бөледі, сондақсы күнделікті 14 сағат
өмірі болса бір күнде 14 сағатын 1 сағатын соған откладывать еткен, оның мақсаты 4 жылдан кейін орындалады. Түсінесіздер ма? Галочка қойған. Ал егер де ол күнделікті 1 сағат бөлмесе, бір аптада 1, 2 аптада 1, әйтеуір бір бүйтіп Құранға қарап жүрсе, ол ешқашан өмірінің соңына дейін жаттай алмайды. Құранды невозможно, ол бір парада жаттай алмайды ол. Вот, түсінесіздер ма? Ал сіздер қалайсыздар ертең Фирдаусты қалайсыздар, пайғамбардың жанында отырғанын қалайсыздар, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Сахабалар қараңыздаршы, просто сіздерге өте қарапайым тағы да бір пример. Маған осы нәрсе тепті да. Сахабалар бар ғой, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жанында жүрген. Сахабалар пайғамбардың өздері дінді тарқатқан кезде қалай болды бір басында? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жалғыз болды, дұрыс па? Иә. Хадиша анамызға барды. Одан кейін жайлап Абу Бәкірге барды. Сөйтіп ол жайлап алдына не қойды? Үлкен мақсат қойды. Системно сол мақсатқа жайлап жүреді, бірақ ол өзі білді қайда баратқанын. Нақты білді да, короче, түсінесіздер ма? И соған конкретно алып келетін әрекеттер жасай берді. И жанындағы сахабалар уже қосылғаннан кейін олар да бір мына мемлекетке барып нанын дағуаттау керек, дінді ұсыну керек, мына мемлекетке барып нанын ұсыну керек. Бүткіл әлемге дінді жаюға жұмыс жасады мысалы. Қалай егерде сахабаларда мақсат болмаса, олар осылай дінді жаятын еді, просто логично ойласаңыздаршы. Олар сол үшін де мен ойлаймын да, Аллах тағала әділ есімі бар да, әділ. Сол есіммен Аллах тағала олар 8 есіктің любойына кіргізеді да, төріне отырғызып қояды да. Ол сондай мақсат қойды, сол мақсатына жетеледі, бүткіл өмірін, мысалға Абдурахман ибн Ауфты білеміз, радиаллаху анху, ол кісі өз дүниесін толықтай 2 рет беріп тастаған адам, тәрк еткен, 100% садақаға берген дүниесін. Сондай мақсаттар қойып, сондай мақсат қойып байлыққа жетуге алып соны Алла жолында беріп отырған мысалға. Сондай мақсаттарды қойып, ол мақсат қойылмаса, бағанағындай бір күн істедім, осы жүретін болса, онда ол мүмкін емес нәрсе. Ол болмайды. Ол невозможно ол просто. Сіздер өйтіп, мысалға сіз намаз оқымасаңыз, ораза ұстамасаңыз, сіз қалай жаннатқа кіре аламын деген бір үміт бола ма сізде бір түрлі ғой ол таза андай бір дұрыс емес әрекет қой негізінде. Себеп салдар ғой. Ешқандай себеп салдар жасамадың, жәннатқа кіру үшін сен Аллах тағаланың бекіткен парыздарын орындаған да жоқсың да, бірақ сен жәннатқа кіргің келіп отыр да. Тура сол сияқты сендер қазір жарайды 5 парызды орындайсыңдар, ол біз үшін өте базовый уровень. Пока 4. Иә, Аллаға шүкір. Енді бізге не істеу керек? Біз жәннаттың дәрежесі бекерден бекер бөлінбеген ғой, 8 дәрежеге, дұрыс па? Фирдаус деп не үшін ең биік дәрежені берді? Не үшін пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның 8-ші есік Фирдауста отыру, біз не үшін оны армандау керекпіз? Алға қарай үлкен мақсаттар қойып, сол мақсатта дінге қызмет ету үшін, дұрыс па? Иә. Мысалы сіздер қазір жақсы мақсат қойып, қазір өте керемет жоба бастап отырсыздар. Мен өте қатты қуанып отырмын. Бұны тастап қоймаңыздар. Мысалы қазір мына камералар қанша, 3 камера жалдағансыздар. Бұның сағаты бар, студиясы бар, монтажы бар. Бұның каждый бір видеосын кемінде бір 70-80 мың 100 мың теңге кетеді. Дұрыс па? Одан түсетін вторичный выгода бар ма, бар жоқ па, мен білмеймін да, мысалға ша. Ол тағы да жұмыс та, түсінесіз ба? Тәуекел былайша айтқанда ша. И ертең бағана айтқандай сондай ұнамды әрекеттер жасау керекпіз. Аллах тағала сол арқылы бізді жәннатқа, Фирдаусқа разы болып кіргізіп жіберетіндей ше. Негізі жаңа подкаст басталайын деп отырған, өзің ойлайсың ғой, подкаст примерно қандай темада болады. Мен сөзді ойладым. Қазір мынандай американдық қандай не деп айтамыз, мысалы бір қалай айтады, бизнесмен кәсіпкердің сөздері айтылады ортада, анандай талқылаймыз деп ше. Бірақ ашығына келген кезде пайғамбардың өмірінен артық бізге не жоқ қандай? Пример жоқ та. Мысалы жаңа мына нәрсені айтты. Пайғамбарда миссия болды, басында жалғыз болды, жасады, соңында әлем жаулады. Енді осыдан мынандай нәрсе түйуге болады екен. Қазір көп жастар асығады, жаман қатты асығады. Кәдімгідей ойбай мына бүйтіп жатыр, мен де сөйтемін, бүйтемін дейді да, сөйтіп асығып бір нәрселерді кәдімгідей жасап шықпағаннан кейін жаңағыдай депрессия болады, бүйтеді, әйтеуір қалады ол нәрсе ше. Пайғамбардың өмірін қарайтын болсақ, басты бір мақсаты болды, уақыт қызық емес. Мысалы 3 жыл жасырын болды басында. Одан кейін жайды 3 жыл бойкот болды. Тоқтаған жоқ. Әлі келе жатыр. Жай болсын, қатты болсын, келді. Әлі дін тарқамаған шығар. Әлі дін тарқамаған. Жүріп жатыр. Главный жүріп жатыр. Әйтеуір күніге бір әрекет жалғастырып жатыр. Бірақ уақыт маңызды емес болып тұр да. Иә, осы нәрсе оны қола деген. Яғни бір нәрсеге жететін болса, уақытпен санаспау керек. Главный мақсатың тұр, соған қарай жай болсын әрекет ете білу керек деген сияқты мен қазір өзіме сондай ой түйдім. Өте керемет нәрсе. Бізде жігіттер көбінесе мақсат қойғанда былай ойлайды.
график бар ғой, график, мақсатқа жететін график. Мынау успех болатын болса жоғары жақта, біз осыған жету керекпіз мысалға. И олар мына жерде тұр, осы жерден бастайды. И бір әрекеттер жасап бастаймын, олар былай жетемін деп ойлайды. Түп-түзу жетемін деп ойлайды. Бір әрекет жасайсың, результат болады. Әрекет жасайсың, результат болады. Осы жетемін деп ойлайды да. Ал өмірдің алгоритмі, Аллах жаратқан алгоритм олай жұмыс жасамайды. Аллах жаратқан алгоритм, мысалы мына точка болса, точка Б успех. Оған былай жетеміз. Бірінші бүйтіп, сәл и резко наклон кетеді, короче. Осы график бұл өте үлкен инвестордан, жас инвестордан алған кеңесімен инвестор айтып жатыр да. Айтпақшы, мен өзім мысалы мынау мен қазір подкаст айтып отырмын ғой, бұл кім ол өйтіп айтатын, қаяқтан біледі оның бәрін деген мәселеге өзім позициямды кішкене признание болсын деген мақсатта айтайын. Жалпы мен кәсіпкермін. Сол Wildberries'та біз қазіргі уақытта айлық оборотымыз 150-300 миллион теңге. Мен өзім студент болып оқып жүрген кезде бағанағыдай жастарға қызық болсын деп айтып жатқанмын ғой. Барлығы армандайтын, сол MP-ді алдық, үйттік признание алып тастадық былайша айтқанда. Қазір оның барлығын сатып, бірақ қазір основан біз кәсіпкерміз, инвестормыз, көп нәрсені алан қалаумен түсіндік. Қазір сондай оборотты айналдырып жатырмыз. Қазір Ресейде рыноктың бір определенный бөлігін біз жаулап алғанбыз. Енді бұйырса алда өте үлкен мақсаттарымыз бар. Иншалла соған жетуге ниеттемін. Бұйырса бір 5 жылдан кейін көрсеңіздер. Ол кезде басқаша сөйлесеміздер міне ғой. Жалпы солай. Жігіттер ол кезде шақыратын болсаңдар ниетке қарамаймын мен десе. Прайс болады. Да, ниет па. Бір ауыз өзіңіз. Машалла біз анау мақсат қою, жалпы мақсатқа әрекет ету деген нәрсеге сира жағынан келдік қой. Пайғамбар исламның өмірбаянынан келдік та. Пайғамбар ислам өзінің өмірінде дінді тарқату үшін қандай бір рисктерге, қандай бір потеряларға барған, ол барлығымызға анық. Енді осы нәрсеге бір екінші жағынан келіп көрейікші. Осы немен ба? Осы бір мақсат қою және мақсатқа әрекет етуді бір басқа жағынан алып келіп көрейін да. Осыдан бір 2 жыл алдын Марк Мэнсон деген автор бар. Ол кісі өзі былай мұсылман емес, батыстық жазушы. Сол кісінің кітабында кеше Бегарс маған осы именно мақсат туралы деген кезде бірден ана бір бір кісінің историясын жазған кітабында. Бірден сол есіме түсті. Неге? Өйткені ол кітабында жазады, Марк Мэнсонның кітабында мақсат қою және оған әрекет етудің 20 ғасырдағы мына кісі соның символы. Мақсат қойып соған әрекет жасаудың символы осы кісі деп Витальд деген кісіні алып келеді. Витальд деген польский офицер. Бұл кісі не істеді? 1940 жылы екінші ұлы отан соғысының кезінде Польшамен жаңағы Германия соғыс жатқан кезде Германияда концлагерлер болады. Естіген шығарсыздар, аты қандай еді? Освенцим деген концлагер болады. И көп адамдар жаңағыдай негізі дені дұрыс адам соғыс жүрсе де гражданский болса да ондай жақтан қашады, дұрыс па? Ал ол кезде поляктарға сұрақ болады, ол Освенцимнің ішінде не істейді адамдарды? Не болып жатыр оның ішінде деген секілді сұрақ болады. И Витальд жаңағы офицер тұрады да не істейді? Германияның неміс әскерлерге өзі әдейіге сталынады, беріледі. Чтобы сол Освенцимге өзін қамау үшін. Сталады, беріледі, Освенцимға апарып қамайды. Полный 3 жыл ол кісі 40-шы жылдан 43-ші жылға дейін. Психологтың әңгімесі емес па? Мэнсонның автор ғой ол кісі. Жазушы ғой, сол кісінің әңгімесі ғой. И осы история просто мақсат қою деген кезде мысалы бүйтіп ойлап қарайсың ғой. Адам негізі больдан қашады ғой, дұрыс па? Ол мидың жаңағыдай бір защитасы ғой. Больдан қашу, ауыр нәрседен қашу. Ал ол жаңағыдай қарама-қайшы нәрсе істеп тұрған кезде сұрақ болады да, ол кісінің жаңағыдай бір не нәрсе оны қимылдатты ол нәрсеге? Не нәрсе оны алып барды Освенцимға кәдімгідей концлагерге кіретіндей кіріп ішінен жаңағыдай бір оның мақсаты не болған, концлагерге кіріп ішін зерттеп соның ішінен подпольно полный информацияны разведкаға шығаруға, ішінде не бар екенін, не болып жатқанын бүкіл нәрсені беріп, и сол жақтан қайтадан шығу, аман есен сау шығу. Өзі любой момент өлтіріп. Конечно, ол жақта мысалы баяғыда мектеп кезінде оқыдық қой, аналардың шашы бір түнде ағарып кететін еді дейді. Неге? Өйткені баласын көз алдында өлтіретін еді дейді. Негізі мен ол туралы бар ғой, жаңа Витальд Пелецкий бар ғой, сол туралы сіздің ойыңыз тұрған деген еді. Вообще ол не үшін? Мен ол кісіні оқығанмын ғой деймін, концлагерде болған. Оқиға туралы. 3 жыл бойы сол концлагерде жатады. Адамдар күндіге қайтыс болып жатқан жерде ол өзінің подпольный сеть жасайды.
информацияны сыртқа шығаратын, плюс сол жақтан бунтовать ететін адамдардың барлығын басын жинап бунт жасап 3 жылдан кейін өзі қасына 2 адамды алып шығып кетеді сол жерден. Да? Иә. Мен именно осы мәселе сіз айтып отқан кісі туралы мен білмей тұрмын, либо сол кісі, либо ол кісі емес, либо сіз кішкене дұрыс түсіндірмей жатырсыз, либо мен дұрыс түсінбей жатырмын ше. Мен естіген бір кісі психолог кісіні, короче. Ол кісі сол адамдармен жұмыс жасайтын адам болған, ол сол концлагерьге тоже кіреді, и адамдар өз-өзіне көп қол жұмсайды ғой жерде. Өйткені издевательство болады, қарын ашады, полда жатады деген сияқты ше. И сол адамдардың бәрі өз-өздеріне қол жұмсай береді. Өзі прям нормальный темада ол, ашин тамақ ішіп келдім деген сияқты нәрсе да. И сол адамдармен жұмыс жасап, қол жұмсайтын адамдармен проработка жасап, былайша айтқанда сөйлесіп, солардың райынан қайтарады ғой. Бәлкім өмірге деген новый мақсат сыйлайды, оларға мақсат сыйлайды. Жоқ, бұл кісі офицер, өйткені офицер кәдімгі қызметтегі адам болады, и бір одан шыққан соң бұл тағы да басқа соғысқа барады. Сол соғысқа барып, соғысып, одан кейін өзінің Польша өздері оны жаңағыдай халық жауы қылып өлтіріп тастайды. Мақсаты. Бұл кәдімгі офицер. Бір сөзбен айтқанда ана мақсат дегеннен шықты ғой негізі. Мақсаты өте мықты адам болған сияқты ғой, кәдімгі защитасын тастап, нәпсі в сторону дейді ғой, примерно бүйтіп ше. Қоя тұр деп кәдімгідей соғысқа басып. Жоқ, адам мысалы 3 жылда өйтіп өмірдің, мен ауыр айтсақ та бір жер шардағы тозақ деп айтсаң болады. Концлагерь деген, Освенцим деген, өйткені қандай пыткалар мысалы, анау бір операция жасайтын бір не болған ғой, естігесіздер ме тоже? Концлагерьде шекеден тесіп, жаңағыдай мидың мына жерін зақымдасаң адам қалай реагировать етеді деген секілді тірі адамдарға. Сондай жерге өзіңнің аяғыңмен бару деген секілді нәрсе да. Сені не қандай бір ой болу керек, қандай мотивация болу керек деген секілді. Әдем десе, ол мынандай деп та. Мен білмеймін енді ол кісі қалай мотивация алған, бірақ өзіміз қазіргі бағана зумерларға или вообще мақсатсыз жүрген адамдарға қалай мақсат қою керек деген. Я негізі жаңағы мақсатсыздық деген тақырып менің ойымша әдемі қозғалды. Былайша айтқан кезде біз түсіндік, нені түсіндік? Жаңағыдай мақсатсыз адам ол желкенсіз қайық, ағыспен жүзіп баратқан өлі балық, былайша айтқан кезде, иә. Одан кейін түсіндік, егер саған маңызды емес, уақыт маңызды емес. Главный бір мақсатың болу керек. Жай болсын, аз-аздан үздіксіз болсын, сен соған жылжып отыруың керек. Және ол үшін күніге таңды 5-те тұрып жүгіріп, жаңағыдай, білмеймін, бір нәрсе істеп күніге бір 100 бет кітап оқып керек емес, егер ол нәрселер сені мақсатыңа қарай жетелемесе. Дұрыс қой, осы нәрсені түсіндік. Өте керемет. Одан кейін егер жаңағыдай тағы түсінбей отырсаң, онда пайғамбардың өмірбаяны тағы бір оқып шық деген заттар жаңағы түсіндік бар. Жанындағы сахабалар олар. Жаңағыдай сахабалардың өмірін бір оқып шық деген нәрсе. Енді мақсатсыздық деген үлкен бір боль екенін түсініп алдық. Енді осы кезде сұрақ туындайды. Енді мақсатты қалай қоямыз біз деген сияқты сұрақ туындайды. Бір ауыр тілмен емес, жаңа біз қандай аудиторияға бір не қойдық, назар қойдық. Жас жігіттер көбінесе қалаға келген, енді универ бастап жатқан или студент жігіттер деген секілді. Мен бір өзім ойымды айта кетсем мынандай. Мақсат деген енді әркімде әртүрлі ғой. Мен енді бір айтайын, бір күшті кітап оқимын мақсат туралы деп айта алмаймын ше. Көбіне бір өмірден көрген жақсы да. И сол түсінікті болады саған. Жалпы менің ойымша мақсат деген ол жүре келе пайда болатын сияқты. Бағана кімсіз? Менің де ойым секілді. Сіздегі задача андай ғой, біз екеуміз ондай емес екен. Біз бірге жаңа ақылдастық деп. Менің ойымша былай. Жалпы неге мен олай ойлаймын? Өйткені менің өмірімде сондай болды. Енді әркім өмірінде қалай солай болады. Әр адам қандай болады, сондай болады деп айтады. Иә, өйткені менің ойымша мынандай. Мен мақсатты қалай таптым? Мен де Алматыға ең бірінші кезде мақсатсыз болдым кәдімгі. Бірден менің ойымда мынандай болған, Алматыға енді бірінші келген кезде. Көп жұмыс, тең көп ақша дегенше. И мен құлдық сана екен таза. Таза. Саламбұрада жұмыс істеп жүріп, плюс фотографтап жүрген ғой. 3 сутка андай тегін жұмыс істеп, ұйықтамай жұмыс істеп, ағам біледі оны. Қайраттың стадионынан үйге дейін жаяу қайтып, жаңағыдай мен осыдан мықты боламын деген сияқты. Таза ауылдың системасымен келгенмін ғой енді Алматыға ше. Одан кейін менде қалай мақсат пайда болды? Мен ана адамдардан алғыс естідім ше. Алғыс естідім болған кезде мен енді әшейін айтқан кезде Асхат ағамен сұхбаттастым, соны сторисқа салдым. Асхат ағаның өзіне салды, сөйтіп оны 27 мың адам көрді, маған 50 адам Алла разы болсын деп жазып жіберді просто. За информацию деп. Осындай информация айтқан үшін Алла разы болсын деп жазып жіберді. И маған бөтен адамдардан алғыс естіген өте қатты ұнап қалды. Сөйтем да, мен бұны жалғастырамын деймін. Да. Күшті нәрсе екен дедіңіз ба? Иә, бұл күшті маған ұнап қалды дедім, нәпсіме жақты деді.
сөйттім да, Ахмат танисыздар ғой? Ахмат деген бауырымыз бар. Иә, Ахмат. Ол кезде Ахмат енді былай, сен енді кегесің, сенің арманың бар. Асхат ағаның қасында жүру, Кекс клубтың ең жас мүшесі болу деген сияқты арманың бар. Ал оны уже бір адам істеп тастаған. Ахмат сөйтіп істеп тастаған оны ол кезде ше. Мә Ахматпен сұхбаттасқым келеді ғой, мен шақырамын, Нұрбаракта жолығамыз. Сол кезде мен оған 3 сұрақ қоямын. Жастарға не совет бересің деген кезде ол бірінші намаз деді, екіншісі коммуникабельность деді, үшіншісі сенде мақсат болу керек деді. Яғни ойлашы деді, сен азында тұрасың, сенде А точка бар, үй. И сенде Б точка бар, ол не? Мешітке бару. Егер сенде 2 точкаң бар, А точкаңа шығасың, Б точкаңа түзу жетесің. Ал егер сенде мақсат болмаса, сен бүйтіп ирелеңдеп, кім қайда шақырады, соған кетіп қала бересің деді. Сол үшін адамда мақсат болу маңызды деді. Сөйтіп, дедім да, онда мен өзіме мақсат қойдым, менің мақсатым адамдарға пайдалы болу дедім ғой мен. Адамдардан алғыс алу деп қойып алдым бірінші. Одан кейін корректировка болып пайдалы болу. Сөйтіп жүрем да, и мақсат деген біреу болмайды менің ойымша. Ол көп болады. Сөйтіп ана Оян қазақ деген кино шықты, білесіздер ма? Міржақып Дулатұлының. Мен соны ютубтан 6 сағаттық киносын көремін ғой. 1,5 сағаттан 6 серия ғой. Соны көремін да, оны көргеннен кейін ішім артады да. Менің жаңа мақсатым бар. Ол қазақ жастарын ояту деп шығарамын ғой мен. Түсіндіңіз ба? В общем, осылайынан басталды ол нәрселер менде. Кете береді, корректировка жасала береді. Яғни ол біреу емес. Осы жобаны жасап жатқанымыздың бірі жаңағы ғой Міржақып Дулатұлының киносы, мен жастарға пайдалы боламын, қазақ жастарын оятам деген мақсатта осы нәрсе шығып отыр ғой айтқан кезде. Бірақ әркім өзінің дәрежесіне жасайды ғой. Енді сіздікі басқаша, сіздікі бізге қызық болып тұр. Сіздікі қалай? Жоқ, негізі мақсат қалай жасаймыз? Үшеуміз де бір тілде сөйлеп отырмыз. Просто екеуміз түсіндіру мәселеміз әртүрлі болып тұр да. Менде негізі қазір соны айтамын сіздерге, келіп, по-любому. Просто адамдар оны дұрыс жүйелей алса болды ғой, ең бастысы, түсінсіз ба? Мен бағанағы сабырлық мәселесіне бір пример келтіргім келіп тұр. Мен психология денег деген кітапты бүгін оқығанмын. Сол кітапта Уоррен Баффетті білесіздер ғой, ең енді әлемдегі қателеспесем топ 5 инвестор, әлемдегі ең мықты инвестор, қазіргі уақыттағы әлемдегі ең мықты инвестор болып саналады. Уоррен Баффет қазіргі состояниесі 90 миллиардтан асып кеткен шығар доллар. Ол сол 85 миллиард доллардың 81 миллиардын 65 жастан кейін тапқан. 80 оны алдыңғы 3-4 миллиард долларын ол 10 жасынан 65 жасына дейін тапқан. 10 жасынан 65 жасына дейін. 55 жылда 3-4 миллиард тапқанда и 65 жастан ары қарай бағанағы 81 миллиардын тапқан. Сонда өмірінің соңғы 5 жылында қанша өте нығметке толы өтіпті да, иә. Енді қалай 10 жасынан бастаған ғой инвестор болуды ше, былайша айтқанда ше. И ода шкала подъема қалай болған деген сұрақ қой. Мен сіздерге бағана графикті келтірдім, иә. Көбісі былай ойлайды деп ойлайды, тік деп ойлайды. На самом деле олай емес. Ол бүйтіп келеді де көрінбейді, результаттар көрінбейді басында, вообще көрінбейді. Но эффект накопления деген нәрсе бар. Оны адамдар тілмен жеткізе алмайды, адамға логически түсіндіріп. Сіздер де түсінбей жатсыздар қазір, бастарыңыз загрузка болып қалды, қалай болды сонда деген. Сол сияқты ол бір хикмет па, өзім түсінбедім, бірақ оны көбісі түсінбейді. Чудо дейді оны көбісі. Бүйтіп көрінбейді, бірақ эффект накопления болып келе береді. Бір линиямен сәл-сәл көтеріледі да. И соңғы моменттерінде бүйтіп келеді да, бүйтіп сразу көтеріледі үстіге қарай. Бағанағыдай Уоррен Баффеттің состояниесі сияқты. Соны психология денеңде тоже айтып отыр. То есть чудо болады деп отыр, былайша айтқанда, түсінесіздер ма? Но ол эффект накопления болғандықтан болады. қарасаң чудо. Алдыңғы 55 жыл пахат еткен ол. 55 жыл пахат етіп, соңында ғана сол ақшаны тапқан көрінесіздер ма? Бұл бағанағы сабырлық мәселесіне келеді. То есть бірден результат күтіп, бірден бәрі жақсы болып кете береді деп ойлау қателік, қате түсінік. Аллах тағала Құранда да айтады ғой, Аллах тағала сабырлармен бірге дейді да. Сабыр ете білу керек та, короче, бір мақсат қойдың ба, мақсаттан результат болмай жатса, жоқ, нормально ары қарай пахат ете береміз. Психосоматолог болып кетпеу керек та. Психосоматика болмай жатыр ма, тастай салады да. Олай болмайды да. Сіздің темасы. Психосомат не істейді, ол сразу барлық бір нәрседен белгі көруге тырысады. Біздің жастар өкінішке орай сондай нәрсеге қатты сеніп кеткен да қазір. Енді Нұрбек деген бағана ағаларымыз солай сондай нені навязывать етті да. Не айтайын деп отырсыз? Отельге жайғастым жаңағыдай, есігін комнатаның номері мынандай екен, Құраннан сол номерді ашып қойдым дейтін ба? Сондай фантастика, мистикаға адам Нұржан ұстаздан сұрағанда бүйтіп айтады. Адамдар өзі жалпы футратында сол мистикаға жақын болып келеді екен. Жақсы көреді соны бүйтіп қарап. Масоны деген теманы ше, түсінесіздер ма? Тура сол сияқты, бірақ біздің дінмен. Мысалы, ана жерден баклажка су төгіп аламын. Мына жерде не түсінсе болады? Белгі, знак, короче.
бұл андай подкаст түсірмеу керек. Что-то білмеймін, мен тәкаппарланып қалдым ба, қуған тема да негізі. Мидың негізгі функциясы андай, ми еріншек дейді ғой, тереңінен ойлауға не қылады, просто жаңағыдай солай фантазировать ету деген секілді келеді секілді. Енді мысалы ол мәселе де бар ғой, бағанағыдай құлап кетті, үйтіп кетті, сол әр нәрседен бүйтіп знак көре бермей, былайша айтқанда кішкене пахат ету керек, бірақ знактар бар негізі, жоққа шығармайсың оны. Ол бар, адам, мұсылман адам ойлану керек, Аллах тағала тоже Құранда айтады, ойланбайсыңдар ма, енді ойлану керек постоянно, ойлану. Бірақ бір нәрсе қайта-қайта бір 4-5 рет қайталанса, сол кезде ойлануға болады, бірақ әр бірінші нәрседен ойлана беріп, жынды болып кетесің, Нұржан ұстаз айтпақшы да. Машина нөмірі, алдында көрген машина нөмірі мынандай болды деген секілді. Олай қате. Сол сияқты бұл неге алып келіп жатыр, мен сабырлы болу керек дегенге алып келіп жатырмын да, болмай жатыр ма, ары қарай ете бересің да, короче, былайша айтқанда. Эффект накопление болады, накопление. Құран жаттағанда да бағана үш ақ қатар білінбейді, үш қатар не ол, кім біліп жатыр. Бірақ бір апта даже, мен сізге айтпай ақ қояйын, 4 жыл деп ше, бір апта ғана жаттасаңыз, сіз уже бір аптаның ішінде бір бет жаттап тастайсыз. Ал адамдар бір жылда бір бет жаттамай жатыр. Сіз бір аптада сол үш қатардан ғана жаттап, бір аптада уже сіз бір бет жаттағыз. Жоқ, даже 7-ні 3-ке көсен 21 қатар, бір бетте 15 қатар, сіз 1,5 бет жаттап тастайсыз. Машалла. Бір-ақ аптада 1,5 бет жаттап тастайсыз. Ойласайсыз. Сұрақ қойыңызшы сізге. Сіз негізі қай жақтікісіз? Шымкент тумасыз. Шымкенттікісіз ба? Онда темаңыз бір болады екен. Мынаған қарасаңызшы. Сабырлық туралы айтып жатсыз ғой? Иә. Енді сабырлы сақтаңдар, жасаңдар, ол бір жерге барғанда әйтеуір жаңағыдай көтерілесіңдер резко деген сияқты. Артқа бүйтіп қарасаң, деп қаласың. Иә, мен өзім бүйтіп ойлап жатырмын да, именно біз жаққа қиын бар ол нәрсе. Именно Шымкент жаққа бар ғой. Неге? Өйткені мен енді сіз жаңа айтып жатқан кезде бүйтіп қарап отырсам, біз жақ туылғалы конкуренция, анаған қарайсың, мынаған қарайсың. Қазір Инстаграм деген бәле болды. Ода қарайсың да бір успешный адамдардың өмірін көріп аласың да. Неге мен бұндай емеспін? Маған тез даму керек. Өзіммен жасты балдар анандай нәрсе істеп жүр, өзіммен жасты мынандай балдар мынандай істеп жүр. Деп шабады ғой, короче. Сондай ғой. Мысалы, ең бірінші біз жаңа Саудияға жұмысқа барған кезде мен Бекбергенмен таныстым ғой. Ол кезде ауылмын әлі. Сөйтіп Бекбергенмен танысам, уже сөйлеп жатсам, серьезный ғой бұл. Бекбергенше бізде. Уже шетел көрген, оқыған, тоқыған сондай ғой. Сөйтіп Инстаграм қарайсың, мә бұл 16 жасында осындай, мен неге бұндай емеспін деген сияқты. Или басқа біреуге қарайсың, бұл мынандай, давай маған істеу керек, жұмыс істеу керек, сондай да. Яғни қазір біз айтып жатырмыз, тілге оңай ол, сабыр сақтау керек деген сияқты нәрсе ше. Бірақ ол асылында былайынан неғып көріп отқан, мысалы шымкентский балалар болатын болса, яғни бізге де түсінікті болып тұр ғой. Қиын ол нәрсе. Қазір тем более Инстаграм бар, біреудің өміріне қарайсың. Успешный. Иә, успешный успех. Инстаграмда адамдар жаман өмірін самайды ғой. Иә. Тек күшті өмірін салады. Бейді жүрген өмірінше. MP 150-300 миллион арасы оборот. Сіздерде MP емес алдым. Қасым Қазақ 21 жасында. Иә. Бұл негізі жетістік. Жалпы просто не үшін сабырлық туралы айтып отырмын. Адамдар бұны түсінбей, ешқашан жетістікке жете алмайды деп айта аламын ше. Не үшін бұл айтуда бір нәрсе бар да, потому что ше. Мен негізде сол бағана сіз бағана кино айтсыз ғой, адамдарға жақсылық алғыс алған ұнап қалды дейсіз ғой. Бағана по ходу дела сол миссиямды тауып алдым деген сияқты сіз айтып отырсыз, адамдардан алғыс алу деген сияқты. Сөйтіп ары қарай уже пайдалы болуға өзгерді деп жатсыз ғой. Сол сияқты бір кинодан көрдім осы нәрсені. Список Шиндлера деген киноны көрдіңіз бе, көрмедіңіз бе? Сіз көрмедіңіз бе? Көрмедіңіздер ма? Көрмеймін. Сол киноны көрсеңіздер болады. Вот конкретно еврейлер туралы енді базар жоқ, бірақ сіздерге алатын пайда өте үлкен деп ойлаймын. Сол жерде список Шиндлера деген кинода главный қысқаша ғана айтатын болсам, сол жерде Шиндлер деген кісі болады. Шиндлер деген кісі еврейлер қуды ғой Германияда. Соғыс болған кезде немістер бүкіл еврейлерді қырып жойып, бағанағыдай концлагердің бәрін сол еврейлерге жасады ғой негізінде. Соның бәрін қырған кезде, концлагерлерге қамаған кезде, бағана бір неміс кісі алады да, кәсіпкер. В общем, бір еврейлердің дүниелерін тартып алады, солардың бағана ақшаларын алып қояды, короче, барып кетіп баратқан енді концлагерге алады, болды, бай еврейлердің бәрі кедей болып отыр ғой, былайша айтқанда. И сол кезде солардың дүниелерін алады да, бір завод ашады, короче, посуда жасайтын, өзі кәсіп ашады. И сөйтіп сол жаққа енді жұмысшылар кіргізу керек. Жұмысшылар сол еврейлерді алады да, ең арзан, оларды тегін жұмыс істесең де қуана-қуана жұмыс істейді. Неге өткен главный концлагерге бармау керек та, әйтпесем өлтіріп тастайды ол жерде, короче. Просто тұрады да, түрің ұнамаса атып тастай салады, короче. Сондай да. И сөйтіп ана бала бүкіл еврейлерді ана офицерлермен, немесе офицерлермен мықты сөйлесіп алады да, ақшаларын береді да, фук кеткізіп ана 1000-2000 адамды жұмысқа кіргізеді өзінің заводына. Өзіне кайф. Ешқандай себестоимость жоқ та, былайша айтқанда енді себестоимость арзан. Сөйтіп жақсы пайда тауып, жақсы кәсіп жасап кетеді. И сол жердегі бір шал кісі, бір қолы жоқ, есіктің алдында күтіп тұрады екен сол кісіні ше.
бағана офистің алдында ше бағана Шиндлерді сөйтіп күтіп тұрады, ана бір кісі келіп тұр, сіз шығасыз ба дейді. Шиндлер өзі неміс па? Шиндлер өзі неміс. Сөйтіп шығасыз ба, сізді бір кісі күтіп жүр 2-3 күннен бері дейді да, есіктің алдында. Жайт кірсін дейді да, ана кісі кіреді и айтады ғой, Шиндлер вам спасибо большое, сізге рахмет, өте үлгі, бізді мен осылай құтқарып қалдыңыз, сізге Алла разы болсын деген сияқты ба, анандай рахметін өте еврей білдіртіп жатыр да енді. Рахмет, анау қол жоқ, ананың бір қол жоқ, короче. Жынданып кетеді, короче. Ештеңе түр білдіріп шығар жайды да, көмекшісіне айтады, сен жындысың ба дейді да. Біздің неге заводқа қол жоқ адамды алып сен жындысың ба дейді да, біз деген кәсіпті ақша таппаймыз да, инвалидтарды жинап жатқан жоқпыз ғой, тем более қарт кісі, короче, сөйтіп ашуланады, короче ше. И сөйтіп ол кісі айтады, жоқ, ол мықты машинист, ана мықты андай нелерге жауап береді, басшы деген сияқты анау көндіріп жатыр да көмекшісі еврей, короче, өте мықты. И сөйтіп, короче, ақырында бағана кісі бар ғой, бағана кісі заводта жұмыс жасайтын кісілер бар ғой, ол кісілерге арнайы бір қағаз беріледі. Егер де немістер жолдан ұстап алса, оларды, еврейлерді, олар көрсетеді, олар тірі қалады. Сол үшін рахмет айтып тұрған кісі, түсінесіз ба? Рахмет осындай мүмкіндік бергеніне, тірі қалғаныма деп. И бір кезде сол қағазын көрсетейін деп жатқанда, ана кісіні көшеде ұстап алады, ана қолы жоқ кісіні. Қолы жоқ екен дейді да, сразу атып тастайды, ана қағазын көрсетпей тұрып, короче. Түсінесіздер ма? И сосын соны бағанағы Шиндлер біліп қояды да, и сол жерде жүрегі жібей бастайды, короче. Ана кісіні өлтіріп тастайды. Ол кісіні шынымен де осы заводта жақсы бір қызмет атқарып жатқанын түсінеді. И сөйтіп бағана ең мықты үстіндегі офицерге бағана барады, мықты майор дей ма, кім дейді оны, соның алдына барады да айтады, мә оны не үшін өлтірді, давай анау ол кісі үшін былайша айтқанда мүсәпір қол жоқ еврей үшін заступаться етіп жатыр да, сондай абыроймен келіп, короче. Біріншіден ол өзінің кәсіп үшін заступать етіп жатқан сияқты болды, өйткені оған невыгодно адамдар жоғалтқан. Сөйтіп басталды да, бірақ именно бағана бірінші есікті алдында 2-3 күн бойы күтіп отырды ғой, сол кезде алғыс айтқан кезде сол алғыс айтудың рахатының дәнін жүрегіне салып кеткен ғой, короче, түсінесіз ба? И содан кішкене кайф алып қалғанда, и соны темадан желеп үрпей берген ғой. И көп еврейлер рахмет айта бастаған, бір кісілер үшін уже финансовый выгода болмаса да көмектесіп бастаған ғой еврейлерге, короче. Әйтпесем еврейлер малдан да төмен дәрежеде болған, мысалы да. И сөйтіп көмектесіп оны ұзақ қазір айтсам ше, ана жерде ше. Бірақ ақырында в итоге, короче, ол кісі 1400 бір бәле еврейлді сол құтқарып қалу үшін завод ашады ғой, екінші заводын. Просто соларды құтқару үшін. Концлагерьге кетіп қалмас үшін, соларды құтқарып қалу үшін істейді да. Не үшін? Сол еврейлердің бәрін ана офицермен келісіп сатып алады, каждыйына ақша береді, короче. Бүткіл дүниесін жинаған. Сол еврейлерді сатып алуға құртады ғой, короче, түсін ба? В итоге сондай болып кетеді да. И ол не үшін? Өйткені адамдардан алғыс алу несін кайфына кіріп кетеді да, былайша садақаның кайфына кіріп кетеді, былайша айтқанда ше. И сөйтіп ақырында соғыс бітеді. Соғыс біткеннен кейін бүткіл адамдар еврейлерге жиналып алдына ана тыққан тісінің астына тыққан алтындары бар ғой, солардың бәрін жинайды да, бүйтіп ерітеді да, сақина жасап береді, ішіне бір аят сияқты бір нәрсе жазып береді еврейлердің өздеріне. Рахмет айтып ше, бүйтіп алып келіп береді. Уже соғыс бітті ғой, еврейлер босатылып жатыр бәрі, бірақ олар кетпей, бәрі алғыс айтып бағана Шиндлерге қолына кольцосын тағып береді да, и Шиндлер жылайды ана жерде, короче. Жылайды да, бүйтеді ғой, машинасына отырып кетейін деп отыр ғой, алдына машинасына қарайды да, мына машина маған не үшін керек дейді да, мен мына машинаны сатып 2 адамның өмірін құтқара алатын едім ғой дейді да. Мына дүние костюм маған не үшін керек, мен бір адамның өмірін сақтап қалатын едім ғой деп жылайды отырып алып, короче. Ё-май, ана жүректің теуіп жүрді, короче, кәдімгідей ше. Ё-май, мен сол кезде түсіндім, мынау конкретно кайфтан кіріп кеткен, короче. Сол сияқты негізі жалпы кәсіпкерлер болсын, любой адам болсын, негізі адамның алғысын алу деген бір өте керемет нәрсе негізі. Ол адам егер оның кайфына кіріп алса бар ғой, оны маған Жандарбек аға айтқан еще. Егер адамдар Жандарбек аға үлкен миллиардер кәсіпкер, 5 этажды үйі бар деп айтайын ба? Не деп айтайын? Солай айтпасаң түсінбейді бар. 2 заводы бар, стеклозаводы және пластик шығаратын заводы бар. Өте үлкен миллиардер, Геленвагені бар. Қалай айтайын тағы да десең. Вот сол кісі бүйтіп айтады. Өте көп адамды жұмыспен қамтамасыз етеді. Мен офисына барған кезде сол туралы сұраған болатын. И сол кісі бағана Шиндлермен айтқан сөзімен Жандарбек ағайын сөздеп түпке түп келді ғой, короче. Қалай келді десеңіз, Жандарбек айтады да, егер дейді да, егер жастар дейді да, маған қызықтырып жатыр ғой, мақсат қоюға, түсінесіз ба? Егер жастар адамдарға көмектесіп, олардың рахмет алудың кайфына кіретін болса дейді, мынау клубқа барып жүрген, анау қыздармен жүрген, кайфуша, калян, малян шегіп жүр, олар не үшін барып отыр ол жерге? Кайф алу үшін барып отыр дейді да. Ал адамдарға көмектесіп, олардың разылығын алған кайфты көретін болса, ана кайф түкке тұрмай қалады дейді. Жандарбек ағаның сөзі бұл.
шиндлерді айтпай ақ қояйын. Иә. Сөйтіп астында қанша 500 адам ба, бір 200-300 адам кемінде жұмыс істеп жатыр, мен көрген. Вот вот сол кайфқа кіріп кеткен. Жандарбекке қызық емес дүние. Конкретно мен айта аламын оны. Жасы нешеде? Жасы 60-ға тақады. Алдында Алматыдан Шымкентке 650 километр жүгіріп шықты. Сол вообще не нәрседен басталды? Мен Инстаграмнан просто ол тоже мақсат қойды. Ол кісі мақсат қойды, мақсат қойып, уже өміріне, мысалы байлыққа уже мақсат особо жоқ та ол кісіде. Енді ол сондай миға кірмейтін мақсаттар қою арқылы өміріне мағына береді, түсіндің ба? Мен саған бағана басында айттым, адам еркектің негізі өміріндегі, егер мақсат қоймайтын болса, өмірің мағынасы кетіп қалады деп айттым ғой басында. Тура сол сияқты Жандарбек аға өзінің өміріне мағына сыйлау үшін өзі сондай қиындықтарға өзін душар қылады. Просто бірандай бір галочка қою үшін сияқты ма, типа? Я уже адам сондай өзі, еркек сондай өзі, ал аңшы позициясында. Өз-өзіңді мойындау деген келе ма? Қалайсың? Типа осыны цель қойдың, жасадың, все, мен красавчикпін деген секілді. Возможно, солай келеді шығар. Просто айтып жатқаным, еркек адам всегда мақсат қою керек. Сол мақсатқа ол жете ма, жетпей ма, ол сол процессте жүріп кайфовать етеді, потому что аңшы ол, аңшы рыбалкаға барғансыздар ғой, рыбалкаға барған кезде балықты тартқан процесске дейінгі процесстердің бәрі қызық қой. Шыққан, жиналып, түнде жиналып, азында тұрып, жуынып, заттарын жинап, барып, локация іздеп, тауып, қызық қой. Бәрі қызық. Болмаса не азап дейсіз? Егерде балық шықпай қалса да әйтеуір бір-бірле көңіл тауып кете саласыңдар. Мақсат болды ғой. Бардыңдар ғой, істедіңдер ғой, процесспен кайфовать етіңдер ғой. Тура солай еркек адам әйтеуір мақсат қою керек. Сол мақсатқа қарай жүру. Любой мақсат қойшы, прям мен саған айтып отқан жоқпын, өміріңнің мағынасын, осы өмірге келген дүниелік миссияңды табу керексің емес, икигай. Жай ол табу керек, бірақ дәл қазір таба алмайтын шығарсың, сен өткені көп нәрсені көрген жоқсың да әлі. Иә, ол үшін бір нәрсе көру керек. Мынау менікі емес деп айту үшін, дұрыс па? А сен әлі дым көрген жоқсың да. И сен бір конкретно айта алмайсың, маған келеді, келмейді деп, дұрыс па? Сол сияқты сен любой банальный мақсаттарды қойшы, банальный. Марафон жүгіріп өту 10 километр. Не үшін? Денсаулығың мықты болу үшін. Болды. Қиындатпа ары қарай. Просто осы нәрсені миыңа қойып ал да, соған қарай жай қадамдар жасасаң, сол кезде уже өміріңде определенный смысл пайда болып бастайды. Смысл это есть процесс, короче. Осы нәрсені түсіндіргім келеді мен. Егер болмаса мақсат, бір мақсат болмаса, мақсат көп, өте көп. Әр сферада әртүрлі мақсаттар бар. Бірақ біреу де болмаса, өлдім де өлік адаммен теңсің да сен негізі. Ничегосың ғой, былайша айтқанда ша. Әйел адамдар бар ғой, әйел адамдар мақсатсыз өмір сүре алады. Еркек адамдар мақсатсыз өмір сүре алмайды. Әйел адамдар мақсатсыз өмір сүре алады. Аллах тағала солай жаратқан. Мен соған көзім жетті, короче, конкретно. Өйткені мен өзім үйренген кайдзен системаны әйеліме үйретем деп қиналып шаршап кеттім бар ғой. Ол кісі, оказывается, олсыз-ақ кайфовать етіп өмір сүре береді екен, короче. Өз кайфы өзінде. Мен өзім кайфына кіріп алғанмын ғой мақсат қоюдың. Онда енді мен не істеймін, өзім қалаған нәрсені әйеліме де қалаймын. Әйелім сен үйрену үшін, вообще жынды нәрсе деп айтады ғой. Ол кісі ол тырысады, вообще қиналады оған, вообще қиын ол процесстердің бәрі ше. Бір үйреніп кетеді шығар десем, үйренбейді, әлі күнге дейін дұрыс істей алмай жүр ше, короче. Мен сосын түсіндім, сосын ұстаздан барып сұрадым осы мәселені. Осы әйел адам негізі бүйтіп әлемге пайдалы болу деген мақсат қоймай өмір сүре ала ма негізі дегенмін. Ол әйел адамға ол нәрсе не свойственно деді вообще. Ой, әйел адам ол өзі бала тәрбиелеп, балық бар ғой, аквариумда жүретін. Bir неде жүре береді ғой өмір сүріп, до конца жизни былайша айтқанда ше. Тура сияқты ол жалықпайды ғой сол ішінде жүре береді. Әйел адам да сондай екен да, жүре береді екен, жалықпай. Былайша айтқанда, ол тек қана эмоциямен өмір сүреді, оған күнделікті күнің бір андай бір күшті бір эмоция сыйласа, ол сонымен алданып өмір сүре береді. Ал еркек адам ондай емес, ол адам мақсат қою керек алға. Сол мақсатқа жету керек. Жетпесе де сол процесте болу керек. Вот енді мақсатты қалай қоямыз сен? Осы сұраққа жауап берді қысқаша. Негізі мен мақсатты қоюды Марғұлан ағадан үйрендім. Марғұлан Сенбаев ағамыз бар. Кайдзен планирование дейді бізде. Кайдзен деген кезде миларыңа не қонды? Қиын бір нәрсе, бір жүйе бір какой-то үйрену керек. Кайдзен деген мысалы көбісі түсінбейтіндер, сөйтіп кайдзен планирование дегенде миынан бір қиын мақсат қою қиын ғой деген сияқты ассоциация келеді. Либо кайдзен деген тек қана бір компанияларға керек деп ойлайды. На самом деле олай емес. Кайдзен деген ол кез келген бана жастардың өміріне, жастар болмаса да кәрілердің өмірлеріне қою керек нәрсе. Енгізу керек. Мақсат қоюларыңыз келсе, онда мен сіздерге кеңес беретін Марғұлан Сенбаев деп жазасыздар YouTube каналға. Сол жерден Марғұлан Сенбаевтың каналына кіресіздер да, популярный деген видео дегенге басасыз, бірінші популярный видео дегенге басасыз, соның ішіндегі бірінші тұрған номер, бір ең популярный видеосы бар, 6 миллион 400 мың просмотр жинаған. Как
планировать свою жизнь бағана кайдзен планирование деген тақырыпта 1 сағат 39 минут 40 секунд деп қойсаң. В общем, сол видеоны көрсеңіздер, сіздер өмірлеріңізге жүйе орната аласыздар деп көзім жетті сол нәрсеге. Өйткені мен оны сол арқылы жүйеге орнаттым да. Мен қазір соның бәрін қалай істеу керек екенін айтатын болсам, подкасттарым 3-4 сағат болады примерно. Ол үшін маған тақта керек болады ше. 1 сағат 39 минут сидыру керек болады. Дәл осы жерден подкаст тоқтатып, YouTube-қа поиске кіріп, Марғұлан Сейсенбай дейсіңдер. Соны көріп болғанша қайтып оралыңдар. Енді мен сол 1 сағат 39 минут көріп отыру оңай емес қой. Тем более ол андай бүйтіп сияқты біз сияқты күшті бір эмоциональный әңгімелер айтып отырмайды ол жерде. Ол жерде конкретно цифры, выгрузка. 1,5 сағат болғанмен ол видео сен өзің оны енгізуіңе тағы 3 күн кетеді. Ол нәрсеге амал етуіңе. Түсіндің ба? Енді мен давайте оған лучше қыздырайын. Да. Жақсы қыздырып отырсың. Соған қыздырайын. Сол 1 сағат 39 минутты көруге қыздырайын. Сол қыздырғаннан кейін соған амал етуге қыздырайын. Вот соған амал етіп кетсеңдер, иншалла. Подкаст болғыларың келе ма? Мықты тұлға болғың келе ма? Прям жақсы, ақшалай да жақсы, денсаулықтарың да мықты, отбасыларың да мықты, дінге де мықты пайдаң тиіп жатыр. Адамдарға пайдаласын, қоғамға пайдаласын, достарыңа пайдаласын. Сондай адам болғыларың келе ма? Келеді. Егер де келетін болса, онда сіздер өмірлеріңізді жоспарлау керексіздер, өмірлеріңізді жүйелеу керексіздер. Жүйесіз өмір, бағана қайтадан айтамын, желкенсіз кеме. Болмайды олсыз. И ол негізі қиын емес. Қиын білесіздер ма не? Мақсатсыз өмір сүру қиын. Мақсатпен өмір сүру оңай. Мен осы нәрсені айтатын. Жалпы бағанағы кайдзен планированияға келетін болсақ, қалай? Жас адам, жас бала, ол кайдзен планированияны өміріне жүйелеп қойылады. Қысқаша айтқанда ол жерде мен бағана дінмен күштілік ұштастырып келгім келіп тұрды, мақсат деген нәрсені ше. Жалпы адам миында неше түрлі Аллах тағала ойлар салады, дұрыс па? Аллах тағала салады, нәпсі салатындары бар ішінде ше. Әр адам әр түрлі нәрсені ойлап жүреді. Значит, сол ойлап жүрген нәрселерді адам жүзеге асырмағандықтан қиналады екен. Түсінесіз ба? Не үшін депрессияға кіріп кете бересіңдер? Потому что сен ойлап жүрсің бір нәрсені, соны істемей жатсың. Сол жүзеге аспай жатыр, сол себептен сен депрессияға кіріп кете бересің. Галочка қойылмады. Галочка қойылмай жатыр. Просто ойында жүр, мә мынаны істеу керек еді деп жүрген 1 жылдық нәрсе бар да, короче. Түсінесіз ба? Сол үшін сіз отырасыз да, сол бағанағы видеода қарап отырған кезде Марғұлан ағамыз күшті келтіріп береді соны. И сол жерде сіз бүткіл миыңызда тұрған тревогалар, армандар, мақсаттар орындалмай жатқан, орындалып жатқан, разница жоқ, орындағыңыз келетін любой бір тревогалар болсын, солардың барлығын қағазға түсіресіздер ғой. Полностью. Мысалы, Құран жаттау керек еді деген сияқты бір ойлар болып жүруі мүмкін. Мысалы, сізде ше? Мынандай нәрсе істеу керек еді, мынандай нәрсе істеу керек еді, машина алу керек еді, или білмеймін, мынандай саяхатқа бару керек еді, анамды бүйту керек еді, сөйту. В общем, бүткіл миыңда болып тұрған бүткіл нәрсені выгрузка жасайсың. Аллах тағала адамды Құранда инсан деп атайды, дұрыс па? Оны тәпсірлегенде адамдар айтады, адамды ұмытшақ деп келеді дейді, дұрыс па? Насия деген сөзін шығар айтпақшы. Иә, сол үшін ұмытшақ деген сөз біз бәрін миымызды сақтаймыз да. Вот болады ғой сіздерде мысалы бір күні азында таңертең ерте шығамын деп мотивацияға толып аласыз да, келесі күн бір 4-5 күннен кейін ол нәрсені тастап кетесіз. Неге? Потому что сіз сол мотивацияны ұмытып қалдыңыз басында, бірінші, екінші күн болған. Неден басталған? Иә, не үшін басталған ұмытып қалдыңыз да, короче. Сосын смысл таппай жатып қалдыңыз келесі күні, деп, короче, түсінесіз ба? Сол үшін не істеу керек? Ұмытпау үшін мақсат жазу керек. Жазу керек. Оқу керек, жазу керек. Мен сендерге қазір кітап оқыңдар, үйтіңдер, бүйтіңдер, там жүгіріңдер, таңертең тұрды деп айтпаймын. Ол нәрсеге адам осознанно келу керек. Түсініп келу керек. Прям сен түсініп келдің ғой подкаст түсіру үшін, сен мысалы осознанно келіп тұрсың ғой, дұрыс па? Сен қинап жатқан жоқ қой сен. Тура сол сияқты адам өзі осознанно кітап оқу керек. Мен осознанно кітап оқып бастағаным жақында ғана негізі ше. Сол үшін сонымен бөліскенге бөліп бара жатырмын ғой мен негізі конкретно айтқанда. Жалпы қараңыздар, жазу керек барлығын. Мидағын бәрін жазасыздар. Бірінші мида тұрған мақсаттар, армандар, тревогалар, бағанағыдай уайымдардың барлығын қағазға түсіріп, оны визуализация жасау керек. Визуализация деген көру керек оны. Жазылып тұрғанын қағаздың бетінде көру керек. Көлік алу деген жазылып тұру керек та былай. Ол жазылып тұр ма? Болды, ол ұмытылмайды. Бітті. Өйткені өшіріліп кетпейді, ондай свойство жоқ. Бірақ мида бар өшіріліп кету деген свойство, түсінесіз ба? Ұмытшақтық деген нәрсе бар да. Сол себептен барлығын жазамыз 100%. Одан кейін оны миссияға сәйкес келтіреміз. Миссия дегеніміз не? Ниет. Біздің тілмен айтқанда бізде миссия деген нәрсе жоқ, бізде ниет деген нәрсе бар. Ниет дегеніміз не? Біздің ниетіміз, түпкі ниетіміз Аллах тағала құлшылық, бірақ қалай деген сұрақ қой. Біздің дүние формулировкамен да былайша айтқанда. Менің жұмыстағы ниетім бар, өмірлік санатын ниетім бар. Менің миссиям қандай? Менің миссиям деп түнде ұйықтап жатқан кезде тұрғанда миссияң не дегенде жауап беретін нәрсе болу керек қой. Ол нәрсені придумывать етіп керек емес, қиындатып,
оны біреуден копировать етіп алсаңыз болады, но потом по ходу дела сәл өзгерте берсеңіз жаңағыдай болады. да. Иә, мысалға айтамын, менен копировать етіп алсаңыздар болады. Вот копировать етуге рұқсат беремін. Сіздікіне. Иә, менікін копировать етіп Авторский алыңыздар. право жоқ. Жаман нәрсе емес, мен жаман нәрсе айтып жатқан жоқпын. Менің мақсатым қоршаған ортаға пайдалы болып, қоршаған ортаға және үмітке пайдалы болып, бақытты өмір сүру. Менің миссиям осы. Қоршаған орта, үміт, өзім бақытты болуым. Осы үш нәрседен құрайды менің миссиям. Мен бағана миыларымдағы бүкіл тревогаларды екі сөзбен жазып шықтым. Бәрі мысалы, көлік алу, үйтіп, әйелмен андай беру, деп жазып шықтым. Толды бүкіл қағаздың беті толды да. И мен аламын да миссиям жазамын одан кейін отырып. Менікін копировать ете салыңдар. Сол қиналмайша. Фык. Өмірде не қалайсың деген нәрсе ғой, былайша айтқанда ше. И сөйтіп мен үш нәрсе қалайды екенмін да. Біріншісі қоршаған ортаға пайдалы болғым келеді. Үмітке пайдалы болғым келеді. И үшіншісіне бақытты болғым келеді. Өзім де бақытты болғым келеді. Значит, мен 3 колонка сызам. 3 колонна сызам. Чук. Мен Trello-дан қазір көрсете аламын сендерге. Күшті нәрсе бар. Trello-ға. Ол Trello-дан енгізіп тастайсың оның бәрін негізінде. Мен оны қағазға жазып істеген жоқпын. Бірақ Марғонаға қағазға жазуды кеңес береді. Просто мен Trello-ны өзім қолдануды білемін да системаны. Сол себептен мен сразу Trello-мен жұмыс жасап бастадым. Но Trello-ны үйреніп алу керек кез келген адамға өмірге. Кайдзен час деп қайта береді ғой Марғонаға. Сол осы нәрсеге алып келе жатыр мен негізінде. Не үшін Марғонаға кайдзен час деп айта береді. Ол күнде мақсатын жаңартуға 1 сағат арнайды. Күнде 1 сағат арнайды. Енді қараңыздар. Бана фильтр істедік, ә? Біріншісі, мына бір нәрсе, бұл нәрсе мені, бұл нәрсе қоршаған ортаға пайдалы ма? Қоршаған орта деген кім ол? Ол сенің отбасың, жақындарың, достарың. Қоршаған орта осы, жақындарың. Екінші сұрақ пайда болады. Жақсылап визуализировать етіп отырыңызшы. Бұл нәрсе үмітке пайдасы бар ма? Пайдалы бола ма? Екінші колонка сызып қойдық, ә? Үшінші колонка. Бұл нәрсе мені бақытты қыла ма? Мен миссиям осы ғой, үшеуі ғой. Қоршаған ортаға және үмітке пайдалы болып, бақытты өмір сүру. Значит, 3 колонка сызам. Енді мына 3 колонка толғаннан кейін ғана мен бақытты болады екенмін, короче, түсінесіз ба? Мен өз өмірімде достойный өмір сүріп жүрген адам сезінемін ғой, короче, түсінесіз ба? Ешкімге маған сыртыма да қарамаймын, көршіге де қарамаймын, короче, ровно, прям достойно, самоуверенно жүруім үшін осы 3 колонка толу керек екен. И және 4-ші колонка тұрады, ол корзина деген, қоқыс. И бағана мысльдар тұр ғой, бірінші жазып сағамыз бәрі. Сол мысльдардың каждыйын ерінбей аласың да, осы 4-еуіне саласың, короче. И осы жерде шынайылық қажет адамға ша. Егер де мына мақсатың просто біреуге навязанный болса, мынандай тема істеу керек, там біреу навязать етіп тастайды ғой бізге, мысалы күшті киім жүру керек. Или там долларовый, мысалы мен мынандай корзинаға тастаған нәрсем бірі долларовый миллионер болу деген. Дым мағынасы жоқ нәрсе ше, короче. Кім оны маған долларовый миллионер болу? Не үшін мен вообще долларовый миллионер болу керек мен? Неге мен долларовый миллиардер болмаймын? Неге вообще мен миллионер болмасам бақытты өмір сүрмеймін болсам да? Деген осындай нәрселер келді да. Соны ойландым да, долларовый миллионер болу деген мен конкретно ол жанымда жүрген адамдардан навязанный тема екен. Анықтадым. Бұған не үшін, мойындау үшін не керек болды? Шынайылық, тәкаппарлықты құрту керек болды да просто. Тәкаппарлықты құртпасаң ешқандай жетістікке жете алмайсың бұл өмірде. Мен алдым да корзинаға салдым оны, мысльді. Долларовый миллионер болу деген мысльді алып салып жүрдім. Сырттан келген нәрсе да? Иә. Defender алу деген тоже корзинаға салдым. Defender білесіздер ғой көлікті? 60 миллион теңге ма тұрады? 70 миллион. Range Rover. И мен тұрамын да, не үшін мен Range Rover алдым? Неге Lexus алмаймын? Неге ананы алмаймын? Неге Range Rover? Сөйтсем мен оны алдында Джеки Чанның бір киносында бір бай адамдар сол Range Roverді мініп кетті. Бұл вообще маған керек емес қой. Маған ұнамайтын шығар, мен отырып көрген де жоқпын оның үшін. Алдында корзина лақтырып жүрмін, короче. Бірақ мен шынымен қандай көлік қалаймын? Мен Prada қалаймын, короче, дедім да. Prada мен отырып көргенмін конкретно. Сыртында көрген, маған бәрі ұнады. Мен таудың адамымын, мен всегда саяқтап жүретін адам. Маған идеально келеді, мен Prada аламын дедім. Бұл мені бақытты қылады деген жерге қойып қойдым оны, түсінесіз ба? Конкретно да, шынайылық керек та бұл жерде ша. И мысалға мына жерде сіздер подкаст түсіру деген, YouTube канал жүргізу деген бір мысль тұр да. Соны аласыз, шығып кетеді. Қай жаққа жатады бұл? Үмітке пайдалы дегенге кіріп кетеді, короче, түсінесіз ба? И сөйтіп мусорды алып фильтровать етіп тастайсыздар ғой, бұл фильтр, короче. Бұны бір-ақ рет жасайсыздар бір жылда. Болды. Постоянно етіп жасамайсыздар. Шаблон құрып қоясыздар. Шаблон құрып қойсыз, болды. Үшеуін толтырасыздар, полный керек еместерін лақтырасыздар. И сол үшеуін аласыздар да уже секцияларға бөлесіздер. 5 секция ма, 6 секцияға ма бөлінеді. Бірінші личностное развитие, адамның жеке өмірлік тұлғалық өсуі. Үшіншісі отбасы деп тұрады. Үшіншісі бізде хобби деп тұрады.
төртіншісі бизнес деп тұрады, то есть жұмыс, работа. Бесіншісі бір нәрсе деп ұмытып қалдым. Көре салшы, ойланып айтпайтын ше. Көре салшы. В общем, өте керемет тема. Мен бұны келіп қарасаңдаршы, примерно, чтобы понимали, да? Шыққан соң көрсетеміз бәріне. Так екеуміз қарап алайық. Қараңдар, қанша доска бар менде, қараңдар. Иннамана амалу бинният деген бар. YouTube проект бар, шүкіршілік тақтасы бар, партнерство, обучение, кітап, Kanban на сентябрь, Kanban 2025-2026 жылға мен сері қойып тастағам. Kanban деген ол мақсат деген сөз. 2026-ға мақсат, 2025-ге 2 жылға мақсат қойып тастағам. Сіздерге андай айтады ғой, 5 жылға қандай мақсат қойдың, 10 жылға қандай мақсат қойдың. Сен түсінбейсің ғой, қалай адамдар 5 жылға мақсат қояды деген. Миға кірмейді мысалы, дұрыс па? Мен соны тоже түсінбейтінмін сіздер сияқты. Бірақ мына нәрсені істегеннен кейін өте оңай екен ғой, негізі 5 жылға мақсат қою деген. 5 жылға мақсат қою оңайырақ, чем күнделікті мақсат қоюдан қарағанда. Бірақ сіздер күнделікті мақсат қойып жүрсіздер, ең қиын жасап жүрсіздер де бар, ең оңайын жасамай жүрсіздер де, короче. Ана бар ғой, бір әже бар ғой. Таң намазы мен құптан намазын оқиын деген әңгіме бар да, короче. Апа ең қиын оқып жүр екен, қалғандарды оқи салсай деймін. Тура сондай болды. Соны айтқым келіп тұрады. Тура сондай болды, короче. Сондай жасап жүрсіздер де, негізі бәрің соны жасап жүрсіздер. Ең оңайын жасамайсыздар, короче. Да толықтырып жүрсең, вообще тема болады да, короче. Енді қараңдар. Мен мына жерде Kanban 2025-ге кіремін. Мына жерде мен сіздерге бағана мына қараңыз, это приносит пользу для ума деген, көрдіңіздер ма? Орысша жаза алмайын, тәпіштеніп. Это делает меня счастливее. Это приносит пользу обществу деген. Үшке бөлгенмін. Осыны толтырғанмын мен бұның бәрін. Сосын 5 секцияға бөлінеді дедім, иә? Бизнес, общественные дела, семья, хобби и личностное развитие. Бағанағы үш ненің бәрін бар ғой, миссияны аласың да. Соны 5 секцияға бөліп тастайсың. Так, машина ол хобби. Личностное развитие, мынанша кітап оқу керек деген мысль тұрады ғой. Соны алып личностное развитие қыласың. Так, отбасыға мынандай көңіл бөлу керек. Звондап отыру керек апта сайын. Барлығын өзінің орнына қойып. Апта жұма сайын мамаңа звондап тұру керек деген идея бар да. Соны аласың да, отбасы деген қойып қоясың. Түк. Бәрін 5 адам негізі қамтитын сол 5-ақ нәрсе екен ғой. Работа, общественные дела, бағанағыдай үмметке пайдалы болу деген тема ғой. Отбасы, семья, хобби и личностное развитие, тұлғалық даму. Осы 5-ақ нәрсе. Бүткілімізді осы 5 нәрсе қамтиды. Түсіндіңіздер ма? Осы 5-еуін аласыз да, бағанағы 3 фильтровать етіп шықтыңыз да, мақсатқа, ниетке байланысты. Ниеттеріңіз бәрін дұрыстап алсаң, соны 5-еуіне толтырасыздар. Если ішінде уже біреу мынандай список болып тұрады, біреу мынандай ғана болып тұрады, біреу мынандай болып тұрады, біреу мынандай болып тұрады. И мынандай болып тұрғандарды көбейтесіздер. Мынандай болып тұрғандарды азайтасыздар. Түсіндіңіздер ма? Теңдік сақтайсыздар сол жерде. 5 жақтан да бірдей даму керек. Түсіндіңіздер ма? Отбасыда қалып кетпеу керек, жұмыста қалып кетпеу керек, общественный делада қалып кетпеу керек, хоббида қалып кетпеу керек, нәпсіде қалып кетпеу керек деген сөз ғой. Қай бағытқа не нәрсе жасап жатқаныңды көріп бақылап отыру да. Бақылап отыру, сен бәрін көріп тұрасың, системаны жасайсың ғой бәрін. Әйтпесе мынау сен миыңда тұр, соның бәрі негізі. А мен қазір миымда ештеңе жоқ. Дым жоқ, мына жерде тұр бәрі, короче. Любой нәрсені аламын да, мен мына жерден қарай бере аламын, короче. Түсінсіздер ма? Мен корзинамын мына жерде жазылып тұр ғой. Экранға бір көрсет. Корзинаны көрейікші. Не армандаған екен. Неше түрлерде бар. Қасым қазақтың армандары. Мына жерде екінші чадан. Алпамыспен тренировка жасау деп қойыппын ше, короче. Алпамыс деген анау Инстаграмда шығып жүр ғой, чемпиондар деп соны жазып қойыппын. Мен ол в принципе одан басқа жұмысым жетеді ғой дедім да, короче. Корзинаға салып жеттім, короче. Алпамыс просто идеяға қалып қалғанда, навязанный тема ғой тоже, видишь. Керек емес нәрсе да, короче, былайша айтқанда миссияға келмейді да ол. Маған да пайдасы особо жоқ, анаған да пайдам бар ғой енді. Жасасаң болады, бірақ андай энергия көп алатын нәрсе. Оған бару мен спортқа уже басқа нәрсе бөліп қойдым да. Зачем 2-3 нәрсені тықпалап жүрген. Мен спортсмен емеспін ғой, олимпийец емеспін ғой мен деген. Мен тұлғам просто адам ретінде даму керек адаммын да негізі. Мына жерде $100 миллионерім деген тұр. Камчатка қарай балкаға бару деп қойыппын ше. Мына жерде стоматологияға рилс түсіру деп қойыппын мына жерде ше. Негізі ондай мақсат жоқ. В общем, что-то на богатом ғой, короче. В общем, темалар жасап бәрін жазып шығасың. Оны миссияңа қарай бөлесің. Фильтровать етесің. Корзинаға талып. Одан кейін оны 5 секцияға бөлесің. Түсінікті ғой, бәрін жерге. Если ерінбесеңдер, монтажда чүк-чүк кетіп жасап қойсаңдар болады. Колоннамен ше. И одан кейін өте үлкен пайдасын береді. Негізі қиындатып отырған нәрсе жеңіл түсіндіріп беріп отырмын. Өте жеңіл түсіндіріп беріп. Енді не істейміз ары қарай? 10 секцияға бөлдік қой. Одан кейін сіздер аласыздар да бұлардың барлығын, сол 5 секцияның барлығын аласыздар, жайлап біреуінен бастап, оны мынау примерно қанша уақытта орындауға болады деп уже мақсат қойсыздар.
канбан на сентябрь деп ашасыз. Канбан деген сол бағана мақсат. Иә, мақсат сентябрь айына, қыркүйек айына мақсат. Қыркүйек ай бітіп жатыр менде уже. Қыркүйек айдан кейін қандай қазақша? Октябрь деген. Қазан айына мақсат дейсіздер да. И мысалы сіздің жазған бағана ойларыңыз бар ғой, солардың бәрін қазанда орындауға болатын нәрселерді қазанға аударасыздар. Қазанға орындауға болмайтын нәрселерді 2025 дегенге аударып тастайсыздар болды. Қалған 2 айда орындайсыздар болды. 2026-та орындалатын нәрселерді 2026 деп тақтаға жазасыздар да, оны ол жаққа аударып тастайсыздар. Шашып тастайсыздар ғой былайша айтқанда. Сіздер миларыңызда андай нәрсе да 2 жылдық орындалу керек нәрсе, көлік алу деген қазір аламайсың ғой көлікті, дұрыс ба? 2 жылдан кейін алатын шығарсың, базар жоқ. Реальный нәрсе ғой, реальный нәрсе. 2 жылға қойып қой болды. Миың уже келесі жылы қиналмайды да, оны ойлап, көлік алу керек еді деп ше. Біреудің инстаграмнан көріп қалып, көлігін, көлік алу керек деген нәрсе болмайды да. 2 жылдан кейін менде болады деп. 2 жылдан кейін сенде болады деген мақсат бар сенде уже, сен уже оны ойламайсың, энергия құртпайсың оған, түсіндің ба? То есть сөйтіп шашып тастайсың миыңды тақтаға. Уақыттарға шашып тастайсың да. Болды, бәрін ана бүкіл ана 5 секцияда тұрған жазылған нәрселер бар ғой, бәрін шашып тастадық. Уже дым қалмады, короче. Енді қазан айға шақып тастаған нәрселердің бәрін аламыз да. Қазан айында нужно сделать деп бөлініп тұрады. Енді бұл нәрсені ары қарай қалай шағып ары қарай орындау керек, оның барлығын Марғұлан ағаның видеосына, подробно көргендеріңіз дұрысырақ болады. Марғұлан аға реклама. Марғұлан аға реклама жасауға не жалко. Жақсыны айту керек қой нәрсені. Ол кәдімгідей андай не ғой. Мысалы да, андай нәрсеге күштеген бұл. Сенің артыңда дайын нең тұр, жаңағыдай бір фильтрің тұр. Фильтр дайын тұр, сенде жаңағыдай не нәрсені мақсаттарың, жаңағыдай отбасы, хобби, туал даму деген секілді барлығы. Біз адам информацияны көзбен құлақ арқылы қабылдайды ғой. Көзбен құлақ арқылы. Мысалы көзбен жаңағыдай біреудің көлігін көресің, ой дискісі мынандай екен, или жаңағы ой үйі 5 этаж екен деген секілді нәрсенің барлығын көресің да. И құлақпен жаңағыдай соның барлығын көріп, былайша айтқан кезде миыңа бір воображение құралады, белгілі бір насмотренность пайда болады адамда. Енді барлығы саған әдем болып көрінген нәрсенің барлығы саған керек емес қой. Мынау соны әдемілеп жаңағы сито бар ғой. Сито ғой? Әдемілеп фильтрация жасап алады деген. Мысалы мынандай да, мен теннисқа барғым келеді. Қатыстым теннисқа. Гольфқа барғым келеді. Көрдіңдер ғой, гольфқа да қатыстым. Тауға шыққым келеді. Тренировочный залға барып, качалкаға барғым келеді. И жүгіруге қатысқым келеді. 5 түрлі спорттың түрі бар. Бірақ спорт деген жерде, личностное развитиеда спорттың 5 түрі. Мен по факту логично 5 спорттың түрімен айналыса аламын ба? Ойланып көріңдерші. Невозможно, мен спортсмен болу керекпін ғой. Өмірім бәрін спортқа арнау керекпін ғой үшін. Бәрін бесеуін де қамту үшін. Бірақ мына бесеуі де мен миымда жүрді, короче. Біреуін істеу керек әйтеуір, короче. Бесеуін де істеу керек деп жүрді, мен миымша, короче. Жазылмағаннан кейін сол бесеуін де істеу керек деп жүре беремін мен, короче, түсіндің ба? Шаршап, өзіммен өзім энергия жоқ болып жүре беремін. А если мен осознанно, в принципе, теннисті қоя тұршы, короче. Гольф негізі ол особо емес. Давай конкретно мен спортқа арнайтын, өзіме конкретно ұнайтын, тастамайтын нәрсем істейші дедім. Ол күнделікті тауға қарай жаяу жүру. Аптасына бір рет тауға шығамын, күнделікті өзімнің үйім алдында жаяу жүрмін. Болды, 1,5 сағат жаяу жүрмін. Таңертең таң намазынан кейін тұрамын да жаяу жүрмін. 1,5 сағат. Мысалы 2 сағат, может 2,5 сағат кейбір кезде. Сөйтіп жаяу жүрмін мысалы. Тауға шықпаймын. Тауға шығу да біреудің навязанный идеясы. Түсінесіздер ма? Не істейсің, не азап тауға шығып? 3 сағат туда обратно бардың, қайттың 3-4 сағат уақытың кетті ал. Сен тауға шығасың ба, или үмітке пайдалы боласың ба, или қоршаған ортаңа пайдалы боласың ба, или бақытты боласың ба? Жұмсаған энергияны компенсировать ететіндей бір сезім бермейді. Вообще, просто аптасына бір рет шықсам проблема жоқ, бірақ күнде емес та. Сол үшін мен тауды тастап кеттім қазір. Тауға көп шықпаймын. Аптасына 2 аптада бір рет қана шығамын, болды. Негізі осознанно келдім да оған, көрші. Әйтпесе мен тауға 100 күн подряд шыққан баламын да. Түсінесіздер ма? Мұздай суға 100 күн деген, 100 күн деген, мен оға дейін мен 100 күн тауға шықтым да. Суға түсіп жүріп, сөйтіп дайындалғанмын ғой. Одан кейін сол челлендж жасадым да. Сол себептен мен сол нәрсені істеп көріп айтып жатырмын да, просто түсінесіздер ма? Жыныстар сияқты сөйлейтін болып кеткен ғой. Сен амаңдаршы өздеріңді. Макс деп сондай айтып жатырмын дейді, күйіп кеткен ғой ішінде. Тұрып кетеді. Не істеп тұрған айтып тұр мына жерде. Қиындатпа, алып таста бұны деп. Машалла, өте әдем болды негізі. Жалпы мен түйіндей келетін болсам, бұның барлығы қатты қиын нәрсе емес. Сенің миыңда тұрып, просто соны қағазға түсірші, болды. Мақсатың бәрін түсір. Түсір, просто түсір, уайымдардың бәрін, түсіріп та, бөл бәрін, шақыпса 2 күн уақытың кетсін. Күніне 2 сағаттан орнады, 3 күн дым істемеді, 3 күн тек осы мақсатты дұрыстауға қойшы, уақытыңдарыныш, 3 күн дым істемей қой. Главный 3 күн бойы алдағы 1-2 айға мақсат қоюға уақытыңдарыныш, болды. Зато миың босап қалады. Миың босайды да, 3 күн уақытың ертең сенің айтады 1 сағат уақытың, Марғұлан аға айтады, 1 сағат мақсат қоюға
құртқан уақытың 10 күніңді компенсировать етеді дейді. 10 күн мақсатсыз бүйтіп жүрген күніңді компенсировать етеді. 1-ақ сағатың. Сіз ойлаңыз, күніне 200 сағат арнасаңыз соған, сөйтіп 3-4 күн чисто сол мақсат қойдым. Бүгін барам, азында Айдархан айтқандай, мен ана видеоны көремін, мен алдыма мақсат қойып выгрузка жасаймын болды. Оған супер бір ментор керек емес саған. Жанында отырып мынаны бүйтіп деп айтып керек емес. Просто ана видеоны қарайсың болды. Тегін бәрі. Мен сізге бір қызық история айтайын. Соңғы осыны нүктесін қоя салайық, уақыт бәрі тығыз болып қалды. Короче, Кайдзен Марал Сейсенбаевтың год с Марғұланым деген программасы бар, ГСМ деген. $100,000 тұрады. Наставничество. $100,000. Групповой ол еще. 55 миллион теңге ма? 55 миллион теңге. ГСМ деген групповой. Мен Алмас деген ағам, өте үлкен аптабек, алдында сторис қылсағам, Тайканмен жүргенше. Сол кісі ГСМ-ні алған бір жылдық, $100,000. И сөйтіп, сонымен жұмыс жасап жатыр. Өте керемет жүйе, Кайдзенді үйретеді ғой, енді Марғұланаға бір жыл бойы ол кісілерге үйретеді ғой. И мен сөйтіп, сол кісіні тауға шақырдым. Мен білем ол кісіні. Мен уже Марғұлан ағаның тегін ютубтағы білімін алып, мен өзім өмірімде қолданып, содан кайфовать етіп жатырмын. Ана $100,000 білім алып, одан сайын кайфовать етіп жатқан шығар деген не келді да. Мен одан пиратский версиясын шығарып алайын дедіңіз ояқтан. Бір нәрсе жолайын дедім да, короче. Конкретно ниетім сондай болды. Стейк берем, аузына стейк тығып алдаймын, короче. А так можно бы? Сөйтіп керек информация шығарып аламын. 55 миллион. Жаңадан шыққан 55 миллион болмаса, бір 1-2 миллион алып кетейін дедім. Жаңадан шыққан киноны телеграмнан көріп алу керек. Шақырамын, короче, тыңдасыңдаршы, ең қызығы мынандай. Шақырамын ол кісі сөйтіп айтатын, аға сіз өттіңіз ғой, иә өттім, анау қазір бұйырса екінші рет алайын деп жатырмын дейді $100,000-ға. Екінші жылын, бір жыл өтіп кетті дейді, екінші жылын алайын деп жатырмын дейді. Ё-майо деймін. Сөйтіп айтамын, аға не айтады маған, айтыңызшы, анау короче осылай. Ол маған бір-екі нәрселерін айтып жатыр, сосын мен айттым, аға мен осындай нәрсені қолданамын өмірімде деп, маған Trello-ны ашып көрсетсем, сендерге көрсеткен. Банк өткізіп ше. Ана мен Trello-ма қарайды да, ема дейді ол, короче. Сен потолоксың ғой дейді да, короче. Мен бір жыл жүріп оқып $100,000-ға мен бұндай нәрсені жасамаймын деді да. Енді сіздер ойлаңыздар. Кіммен отырсыңдар? Айтады, Айдархан дейді, егер жарты жыл осы жүйені ұстанып жүретін болсаң сен деді, мен жүйемді көрді да, сен бізге сабақ беретін болсың ертең деді ғой, Кайдзен бойынша. Мына деген. Айдархан осы жолдан таймаш деді ғой маған, жаны жойсы. Айдархан мен саған бір-ақ кеңес бере аламын деді ғой. Мынаны көргеннен кейін мен саған айтатын ештеңем жоқ дегенге келді да, короче. Айтты, Айдархан мен саған бір-ақ кеңес беремін. Дәл осы жолдан тайынбай конкретно до конца тұрып берші деді ғой маған, болды. Айырасың деді, короче, очень. Конкретно айырасың. Кайдзен ұстап болды деді. Күнделікті 1 сағат уақыт құртамын. Кайдзенға. Жарты сағат, 1 сағат примерно. Ол бір рет 3 күн мен сіздерге айттым ғой, реттеп аласыздар, просто выгрузка жасайсыздар, оны бір-ақ рет жасайсыздар. Одан кейін бағанағындай күнделікті мақсат өзгеріп тұрады адамда. Актуальность теряется, не теряется деген нәрселер бар. Соның бәрін күндері редактировать етіп отырасыздар. Мысалға, допустим, айтайын. Жеңіл айтайын. Алдында бір шайник тұр, қолын тигіздің, ыстық екенін білдің, қолын күйдіріп алдың, екінші рет сен тигізесің ба қолын шайникке? Тигізбейсің ғой. Ол рефлексия, ол Алланың жаратқан бізге фыдыратымызда бар нәрсе, сабақ алу да өзіміздікінен. Кайдзен деген сол нәрсе. Алдыңғы өткен нәрселерден сабақ алып, соны алдағы уақытта қайталамау. Эффективность деген осы негізі. Ең ақылды адам осы адам негізі. Өзінің қателігін қайталамаған адам, соны сабақ алған адам да. Тура Кайдзен деген күнделікті 1 сағат арнайсыз. Мысалы мен бүйтемін, мен жүйемді айтып бере салайын қысқаша. Таңертең ерте тұрамын, таң намазына 5-те. Намазымды оқимын. Одан кейін тұрамын да дәретімді аламын да сағат 6-та далаға шығамын. 6-тан сағат 7:30-ға дейін мен жаяу жүремін. Вупқа қараймын. Recovery, если менде восстановление төмен болып тұрса, қаланың төменгі жағына қараймын. Мен Аль-Фарабиде тұрамын да, төменгі жағына қарай түсіп кетемін, короче. Ана нагрузка жоқ қой, бүйтіп аяғымды жіберіп кете бересің да. Егер де recovery орташа болып тұрса, мен оңға или солға қарай жүремін. Орташа деңгейде. Recovery 88 болып тұрса, бүгінгідей жоғары қарай атамын, короче. Бүгін жоғары шығып кеттім. Көрсе, мынау көрсетеді пульспен барлығын. И самовнушение болса да бола берсін, разница жоқ маған, короче. Пайдасы бар. Пайдасы бар, короче. И сөйтіп аламын да, нәпсімен келсем, Нарғұланаға осыны айтып үйретеді. Нәпсімен келсеңдер, азында мысалы тұрып жүру үшін оңай нәрсе емес қой. Ол келу үшін мен миыма айтамын. Давай нәпсіме айтамын, нәпсі, короче. Нәпсін жою невозможно. Аллах тағала бізді жәннатқа нәпсімізбен бірге кіргізеді екен. Бағана нәрсенің бәрі нәпсіге ұнайды ғой. Ертең ағаштар бүйтіп иіліп алдына алма келеді деп айтады ғой. Ағаштардың жемістері өзінің алдына бүйтіп иіліп келеді қалаған немен. Ол не қалап тұр, оны нәпсі қалап тұр ғой, дұрыс па? Значит, нәпсі оны жоя алмайсың сен, оны тәрбиелейді. Сен оны тек қана тәрбиелей аласың. Сен онымен дос бола аласың, короче. Онымен дос болу үшін сен не істейсің? Азында тұрған кезде таң намаздан сен по-любому тұрасың, дұрыс па? Тұрасың да ойлансың, так, давай нәпсі, короче. В общем, жүріп кетейік.
recovery төмен болса төменге қарай түсе саламыз, если короче восстановление төмен болса, и потом 1 сағат жүріп берсең конкретно мен саған мощный бір завтрак жейміз, кофе оригиналдан барып деймін да, келісіп аламын. Бірақ өдеде тұру керек. Мен барамын да мощный плотный завтрак жеп аламын, жаяу жүремін да, жаяу жүргенде жалғыз өзім жүремін, ойланамын, көп ойланамын. Ойлану керек қой адам, тафаккур жасайсың, не болып жатыр өз өмірімде. Сол кезде как раз миыңды ашып, мысли деген нәрсені ашып қойсаң болады да, жаза бересің ойларың бәрін, миыңда жүрген нәрсені бәрін жазып жүре бересің. Жалғыздық негізі адамдар көбісі жалғыздықтан қорқады, жалғыз қалып қаламын деп. Оны бола ма сендерде? Жалғыз қалатын сияқты сондай бір сезімдер болады да. Сол үшін біз өмірімізді бір нәрсемен толтыруға тырысамыз. Брат, не істеп жатсың, жолға да. Беспонтовый отырса, осыдан пайда болады негізі. Адам жалғыз болғысы келмейді да, бір бәле істегісі келіп жүреді да, әйтеуір, түсіндің ба? Негізі жалғыздық өте үлкен пайда алып келеді. Сол азында күнделікті Марғұн ағамыз 2,5 сағат жаяу жүреді екен, азында тұрып. 2,5 сағат. 2,5 сағат жаяу жүреді. Сен 15 минуттан басташы, 20 минуттан баста. Жаяу жүрдің, ойларын бәрін жинақтап настрой аласың, бүгін күн қалай четко бәрі өту керек. И сөйтіп мен аламын да, плотный завтрак бағана обещать еткенде жеп аламын да, одан кейін отырып аламын да, бағанағы канбанымды ашамын, кайдзенімді ашамын да. Күнде отырып, так, мен бүгін мына нәрсені істеу керекпін, бүгін мына нәрсені істеу керекпін, бүгін мына нәрсе. Мысльдар бар ғой, істеу керек деген нәрсе, бағана мен сіздерге жазып тастадым ғой. Соның бәрін алып бүгін істей аламын, мына бөлігін бүгін істей аламын. Ол кісі бүйтіп айтады, ешсе слона по кусочкам дейді. Үлкен не ғой негізі? Үлкен нәрсені кішкентайдан жеп, біздің дінімізде де айтып кеткен ол нәрсені. Аллах тағала ұнамды әрекеттердің бірі азызын үздіксіз. Тура осы нәрсені, осы кайдзен деген система, негізі кайдзен деген сөздің мағынасы постоянные, непрерывные, постепенные саморазвитие, самоулучшение, самосовершенствование. Түсінсіздер ма? Постоянное, непрерывное, постепенное, азыздан деген сөз, үздіксіз деген сөз. Саморазвитие. Саморазвитие дегенде самосовершенствование. Осы 4 сөзден тұрады. Сондықтан да бізге постоянно үздіксіз даму болдыру керек алға қарай. Біз алға үлкен қаншалықты мақсат қойсақ та, оны бағанан Құран жаттау деген үлкен мақсат болса, біз оны не істейміз? Кусочектарға бөліп тастаймыз. Соған жетеміз. Бірақ оны жеңілдетуге болады. Бүгін мен нәрсені орындамай қалдым деп выгорать етіп кетуі мүмкін деп айтатын шығарсыздар бізге. Бірақ оның да решениесі ол видеода бар. Видеоны көрсеңіздер, бәрі бар негізі. Нәпсімен келісудің жолдары көп негізі. Адам негізі жалқау емес. Просто ол өзінің бағанан нәпсісін дұрыс жолдарын таппай жатыр да, негізі келсе. Способын білмейді. Мысалы мен бір сүрені жаттағам, мысалға айтайын да. Кеше мен осы инструмент қолдандым өзіме. Короче, Уақиға сүресін жаттағам, енді рия емес, конкретно пример ретінде айтқым келіп тұр. Уақиға сүресі аз емес, 3,5 бет. Мен пысықтау керек. Жаттау оңай негізі, бірақ пысықтау қиын да, мысалға ша. Сол пысықтап, мен ұстазыма айтып қойғам, тапсырамын деп ша. Айдың соңында, осы сентябрьдің соңында. Мен әлі пысықтамағам, короче. Қиын болып жүр да, миды қинау керек қой отырып алып. 3,5 бетті пысықтау деген. Сөйтіп отырамын да, неге қиын болып отыр, неге нәпсім істегісі келмей жатыр да, уже қанша күн бойы атқылады деп жүр. Мен немде жазылып тұр кайдзенде, бітіру керек әйтеуір деп ше. Мен тұрамын да, бүйтіп отырамын да. Нәпсім, сен не қалайсың конкретно, дәл қазір айтшы маған деймін да. Киноға кіргім келіп тұр дейді, короче. Киноға кіргім келіп тұр. Давай келісейік. Короче, мен Уақиға сүресін пысықтайсың, әйеліңе тапсырасың, одан кейін келемін киноға кіріп шығамыз дейміз. Болды дейді, короче. Отырамын да, Есентайдың алдына барып, Құранды ашып қойып, Уақиға сүресін полный пысықтадым да, әйеліме 2 рет тапсырдым да, кино көріп кеттім. Вот, болады ғой, жалқаулық бар да негізі, бірақ оны келісуге болады нәпсімен негізі. Таңертең тұрудың системасы да осындай. Мысалы мен кітап оқыған кезде негізі тоқ қарынға негізі білім қонбайды. Келісесіздер ғой? Болса да. Егерде біз комфортта өмір сүріп жүрген ғалымдарды бар да, бірақ аз да. Негізі Асхабул Суффа пайғамбар саллаллаху алейхи медресесі болған ғой, бір-ақ шатыр болған да. Шатыр иелері. Шатыр былай тұрған дейді. Күн қай жақтан түседі, көлеңке қай жаққа түседі, сол жаққа барып оқыған. Күн бүйтіп түскен кезде мына жаққа барып сөйтіп оқып жүрген. Неге? Әйтпесе байсағабалар болды ғой, жағдай жасап бере алатын еді ғой. Неге жасап бермеді? Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи хикмет сода болып тұр да, білім деген аштықта қонады да. Бір қаттынан алып сумен жеп отырған да, сахабаларымызша. Сол, значит, мен содан мынандай ой түйдім. Значит, қарын тоққан кезде ұйқы келеді. Значит, мен қарын аш кезде тез кітап оқып алу керекпін. Кітап оқу дегенді откладывать етіп жүргенмін ғой. Сөйтіп отырамын да, не істеп аламын да, завтрак жеуге келемін ғой. Ала балдап әйтеуір. Келемін да, давай бір кішкене оқып тастайық, бір 20-30 бет оқып қойын кітапты. Содан кейін мощный завтрак жейміз деді. Сәл күте тұршы деймін да, короче, нәпсіге. Болды дейді ол үшін, короче. Тамақтан гол дейді кесі. Иә. Сөйтіп бүйтіп қала барамын да, кітаптарды пытыр оқып тастаймын, короче. Оқып тастаймын да, заказы бүйтіп беремін еще. Кофе оригиналда. Барып көрсеңдер ғой тоже.
айтам сағат заказды мысалы 8:30-да келсем 9:20-да маған на завтрак әкеліп беріңдер деп айтамын. Онда ешкім өйтіп заказ бермейді ғой негізі дейді. Мен бірақ сөйтіп айтамын. Сөйтіп нәпсімен конкретно уақытты бекітіп беремін да, короче. Сәл шыдасаң болды, біз негізі жейміз тамақты. Бірақ мен қазір қарным аш, дәл осы моментті пайдаланып білім ала алмайын ба деймін да, короче, түсін ба? Қатқаннан мен ұрып алмайын ба деген әңгіме ғой, кітап оқимын, короче. Бірнеше кітап бітіріп бастадым. Мен Аллаға шүкір, жаман кітап бітірмеймін негізі. Бастаймын да тастап кетемін. Бәріне сондай ма? Көп энергия жұмсалады. Сол тастағыларың кезде анандай инструмент қолдансам да болады. Не деген лайфхак болды мынау. Я сөйтіп уже осы айда уже 2 кітап бітірдім. Альхамдулилля. Айына 2 кітап. Әдемі ғой, жылына 24. Ол енді бастапқа мен бұйырса жылына бір 100 кітапқа жеткізгім келіп тұр да. Айына сонда бір 4-5 кітап па, сонда бір нәрсе шығады. Одан көп шығады. Одан шығып кете ма? 7-8 аптасына бір 2 кітап бітіру керек болады да. Миды қинамаңдар, мен нәпсіге сөйлеймін бірінші. Нәпсіге бүйту керек қой. Айына бір кітап бітірсек болды деп қою керек та, короче. Жоқ, негізі оған бар ғой, кітап оқуды нәпсімен келісетіндей дәрежеге емес, осы бір 2-3 ай оқысаңыз өзі андай болып қалады ғой. Телефон қалай бізде ми дофамин сұрайды ғой, ми дофамин сұрайды ғой рилсқа. Тура сондай болып қалады кітап уже. Да? Наоборот, миың сұрайды. Енгізамай қойдың ғой. Енді енгіздің ғой, тамақпен алдап көріп. Оны Марғонаға постоянно айтады. Марғонаға осы нәрсені қайта айтады. Нәпсімен үйтіп сила воли жоқ менде дейді. Айтпаңдар ондай нәрсе маған дейді. Сила воли деген мен қинамаймын өзім дейді. Жаман көремін өзім қинаған дейді. Маған ұнамайды ол нәрсе. Жалқаумын дейді, короче. Мен тек келісемін дейді өзім. Марғонаға айтады. Бір нәрсе істеймін ба, нәпсімен келсем. Сол үшін де апталық демалыстарды қою керек. Сол үшін айлық демалыстарды қою керек. Айлық мақсатты қоясың да, ол мақсатты орындағаннан кейін айтқан нәрсеңді орындайсың. Мына киімді алам дедім ба, киімді аласың бар. Негізі ол киімді қазір де аласың, ақшаң жетіп тұр, бірақ нәпсіңе айтасың, мына мақсатты орындаймыз, осы бір айға план қойдық, осыны орындайық, сосын аламыз дейсің. Бала тәрбиелеген сияқты, короче. Түсіндің ба? Итті тәрбиелейсің ғой, мысалы. Ит тәрбиелеген кезде оны дрессировать ету үшін отыр деген кезде көтінен бүйтіп басасың да, отырғызасың, аузына кәмпит беріп жейсің. Тұр дегенде бүйтіп көтересің да, соны кәмпит бересің. Сөйтіп ақырында оның мақсаты не болады? Сен барып қаз атқан кезде қазды барып суға жүзіп, соны барып алып келіп беру, содан кейін кәмпит беру болады. Сен қазір де бере аласың, сұрамаса да бере аласың да. Сұраған сайын бере берсең болады, бірақ бір мәселені орындатып берсең, сен тәрбиелеген боласың нәпсіні. Нәпсімен жұмыс істеу ғой, кәдімгі. Бұл мақсат қою да нәпсі. Бағана мен айттым ғой, 3 күн мақсат қоюға арнаңдар деп отырмын ғой сендерге. Вот, соны тоже бір не қалап жүрсіңдер өмірлерінде бір бере алатыныңыз спокойно. Сондай бір нәрсені алыңдар, нәпсіге айтыңдар. Конкретно 3 күн бойы мақсат қойып, сосын мынандай нәрсе істейміз деп. Мен мақсат миым ауыр болмау үшін бүйтіп қойғам, 3 күн дым істемегенмін, короче. Отырып алып, тек мақсат қоямын. Осы жұмысын бітірсем болды. Мен өткен миымда нәрсе жасап қойғамда бағанандай. 1 сағат мақсат қоюға арнаған уақытын 10 күн құрайшын жүрген уақыттан қарағанда, аздан кешкенде бүйтіп бір түрлі білмейсің, бір бәле істеп жүрсің әйтеуір. Сол күннен қарағанда артық екеніне көзім жетті. Соны миыма сендіріп алдым. Значит, мен күніне 3 сағат жұмыс істесем, онда 30 күн жұмысын бітірген мен темін дедім да. Сөйтіп күніне 3 сағаттан арнап отырдым. Шынымен де солай болды ғой. Мен осы 1 айдың ішінде бір жыл бойы уайымдап жүрген нәрселерін бітірдім. Подкаст түсіру керек дедім. Мұсылман үнді каналы қашан жүргізілмеді? 1 жыл жүргізілмеді ровно. Алдыңғы жылы сентябрьда ма, октябрьда түсірілген. Одан кейін видео түсірілмеді. Соны түсіру керек деген миымда ой жүрді. Түсірдім ба? Шықты ма видео? Шықты. 2-ші бөлім шықты. Оған бөлек тағы да 2 видео түсіріп қойдық запасный. Өзім YouTube каналым жүргізу керек дедім. Кеше видео шықты ма трейдинг туралы? Шықты. Instagram жүргізу керек дедім. Видео шығып жатыр ма қазір ай сайын? Айына кемінде 10 видео шығып отыр, мысалға да. То есть миымда тұрған бүткіл 1 жыл бойы откладывать етіп жүрген нәрсені бәрін істедім. Отбасылық мәселені де істедім, садақа мәселесін де істедім, үмітке пайдалы болатын нәрсе де істедім. Бүткіл нәрсе қамтылды. Менде миссияның 3 планы бар дедім ғой бағана. Бәрі қамтылғаннан кейін мен өзімді қазір достойно, спокойно подкастқа кеп айтып кофе болынан завтрак заказ беретін деп отыр ма? Сөйтіп спокойно жүремін, короче. Машалла. Кофе оригинал. Машалла, Алла разы болсын. Енді уақытта кеп қапты. Енді осы түгендейік. Қалай сіз ойыңызды айтыңыз, Бекберген ойын айтсын. Түсінгенімізді айтып сонымен иншалла подкастымызды аяқтайық. Давай, инсайт айтыңыздар. Бекберген бастайды бізде. Мынандай ой келді да, бұл нәрсенің барлығынан. Просто так жаңағыдай, мысалы маған бит көрінетін еді. Сен главный бір нәрсе істеуің керексің. Жаңағыдай қимылдауың керексің. Әйтеуір бір удар болу керек. Сөйтіп жүріп өзі табылады. Осыған бір пример келтірейінші. Осы мен алып жауам деді. Мысалы Марғон аға осыған пример келтіреді. Тура сіздің айтқаны. Мысалы бір лесоруб бар дейді да. Лесті ағаштарды шабады адам. Лесоруб. Сол адам не істейді? Оның күнделікті задачасы әйтеуір күнделікті
көп ақша табу үшін көбірек ағашты құлату керек, ағашты турау керек дейді да мысалға ше. Ал егер де ол тек қана жұмысын сонымен жүргізетін болса, ол да болады дейді да, олай да өмір сүруге болады, сіз айтып отқандай. Бірақ мен олай жасамайтын едім дейді. Мен 1 сағат уақытымды арнайтын едім. Қалай мен мына ағаштарды эффективно көбірек шапсам болады. Мен күнделікті 1 сағат уақытымды балтаны қайрауға уақытын бөлетін дейді. Или дейді. Одан кейін тағы ойланып, күнде 1 сағат ойланады ғой. Кайдзен час дейді соны. Бір так, мен лучше бензопила сатып алуға жұмыс істейтін едім дейді. 1 ай бойы қолмен шабам дейді да, одан кейін бензопила сатып алады. Бензопиламен істейді. Одан кейін сөйтіп бағандай специально станоктар алу мүмкін, кесетін, тездететін жұмыс істейді. Негізгі мақсат осы, негізі эффективно жұмыс жасау, артық күш құртпай. Түсіндің бе? Иә, машалла. Қолмен шабу қиын ғой, мен жеңілдетіп жатырмын да просто. Осы нәрсе баған кайдзен деген нәрсе жеңілдетеді. Бүткіл нәрсені. Четко, машалла, әдем. Адамда таргет болу керек екен, мен түсінгенім, машалла. Бір мақсатын көрмесең, ол үшін қалай айтсам болады, бір сіз мақсатты да қатты қиындатпасаңыздар болады негізі ше. Бағана мен сіздерге миссияны қиындатпа дедім ғой. Мен кооператив ете алыңыздаршы бастапқы уақытта, жай үшін. Одан кейін өздеріңіз под себя настройте. Бөле салсын. Тура солай мақсатты да қиындатпаңыздар. Мақсат пайдалы бола ма? Миыңа келді ма, YouTube жүргізу? Жүргіз YouTube-ты, болды. Потом уақыт өте келе, сен де күнде 1 сағат арнап отырасың ғой сол нәрсеге. Мынаны что-то былай өзгертейінші дейсің да. Мақсатты да өзгертіп бастайсың. Былай істесем былай эффективно болатын еді. Өйстіп өзгертіп аласың. Главный қойбашы бір нәрсе, әйтеуір. Хотя бы марафон жүгіру деген бір болмайтын мақсат қойбашы, который бір ешқандай мағынасы болмаса да, бірақ қойшы. И сол бағанаға мен жастарға сенем деген әр адам мақсаты болса, сол жастар шығады негізі бізден. Вот, арға жасын бөлмеймін иншалла. Не, тыныш отырамын. Әдем машалла. Жалпы ер адамда үнемі мақсат болу керек екен. Қысқа болсын, ұзын болсын, краткосрочный болсын. Жаңа нәрсе өтті, именно ер адам сол процесте болу керек. Оған ладно сен галочка қоймақ қой, бірақ сен сол процесте болуың керексің деген. Мана жоғалып кетеді ол. Иә. Әдем, четко, машалла. Сіз айтыңызшы, сізден кейін айтайыншы мен. Сіз айтсаңызшы, мен бүйтіп ойланып отырмын да. Маған андай нәрсе өтті. Кез келген нәрсені, енді андай бір нәрсені естіген кезде сен бір нәрсемен байланыстырып көруің керек қой. Мен көбіне андай сирамен или дінмен, былайша айтқанда пайғамбардың өмірбаянымен байланыстырып көрдім. Жаңа кайдзен час дедіңіз, одан кейін мақсатты 1 сағат бөледі дедіңіз, сізде? Күнде. Иә, күнде мақсат 1 сағат бөледі. Сол кезде маған сахабалардың ана сөзі есіме түсті да. Біз не алмайтын едік дейді жаңағы. Амал етіп шаршамайтын едік. Біз ниетімізді туралап шаршайтын едік. Брат, кайдзен час деген сол ниет дұрыстау ғой күнделікті. Таптым ғой мен соны. Мен осыны айта алмай отыр едім ғой сізге бағанадан бері. Жоқ, менің есіме бірден сол түсті да. Сахабалардың сөзі бар жаңағыдай ше. Естіңіздер ма сіздер? Не естіңіздер? Не айттың? Естімеді олар мені. Жаңағыдай мына кісі айтты жаңа. Кайдзен час деген 1 сағат мақсат қою. Мақсатты жаңағыдай 1 сағат жаңартып отыру. Мақсат жаңарту. Ал біз жаңа айттық, мақсат деген ол ниет дедік. Ал сахабалар кезінде не деді? Біз амал етіп шаршамайтын едік. Біз күнде ниет жаңартып шаршайтын едік дейді. Ол кісілер яғни күнде ниетін жаңартып отыратын болған. Міне демек кайдзен деген бұл былайша айтқанда дінмен өте ұштас нәрсе. Одан кейін жаңа айттық. Кайдзен деген дінге аударғанда бұл кәдімгі аз-аздан үздіксіз деген пайғамбар сөзі болды мені. Осындай нәрселермен жаңастыруға болады да былайша айтқан кезде. Мен осыны өте жақсы былайша айтқанда. Бізде не бар анда, пока сендерді отчет қалмайынша, сендер өз-өздеріңнен отчет алдыңдар деген аят бар емес па? Аят либо хадис, мен білмей тұрмын. Бірақ бар ғой ондай нәрсе, дұрыс па? Тура соған келеді. Өткен сіз күнде кайдзен жасайсыз ғой. Кешегі күнді қарайсыз. Так, кеше мен не нәрсе істедім, не нәрсе қалып кетті дейсің да, соны алып фук еткізіп бүгінге аударасың да. Күнделікті анализировать етіп отырасың, түсін бе? Енді бүгін мен не істеу керекпін? То есть күнде өзіңе отчет беріп отырасың, короче. И бағана миссия деген нәрсе бар ғой, соған салып отырасың, ниетін дұрыстап отырасың, постоянно, короче. Сол үшін ол былайша айтқанда өзіңе күнделікті отчет беру болып саналады ғой. Ал сіз әдемілеп түйіндеп жіберіңіз өзіңіз. Мен түйін, жоқсыз. Камераға қарап тұр. Қайсы камераға қарайын? Мынау ма? Тура нұржансыз болып баратыр, негізі конкретно айтқанда оқып жүресіз ғой сол кісі. Жамандығы жоқ. Не отыр деп жаңа. Сол жалпы ассалаумағалейкум тағы да баршаларыңызға. Рахмет тыңдағандарыңызға, видеоның соңына дейін көргендеріңізге. Егер де осы подкаст сіздерге пайдалы болса, обязательно бауырларымыз қолдап кетіңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, кайдзен час бағана кайдзен туралы, планирование туралы видеоны қараңыздар маған ұнаған. И мен жолдауым осы әрбір қазақ
қыздары деп айтпай ақ қояйын. Олар Жігіттер. жасаса, Хадиша анамыз да бар ғой. Жақсы. Иә, бірақ олар жасаса да жақсы. Міндеттемеймін бірақ әр жас еркек осыны жасау керек, короче, 100%, 1000%, короче. Сол үшін обязательно жасаңыздаршы, өтініш. Мақсат болу керек. Мен осыны қолданып жатқаныма ровно 1 ай болды. Сентябрьдің 1-і бастағам. Алланың қалауымен. Енді мен әлі көп нәрсе айтпай жатырмын сіздерге негізі ше. Көп ауыз толтырғым келмей тұр да, өйткені сәл ертең мақтаңыз тойда осырат болып қалғым деп тұрған жоқ та негізі. Но ертең иншалла осы 2026 жылға қойған мақсаттарым бар. Солардың бәрін жинап алып келемін да. Тағы бір подкаст түсіріп жіберейік иншалла. Бір жарты жылдық қорытынды деген секілді, Ана бір стористерден көресіздер ма, жаңа жыл болған кезде ана не жасайды, годовой отчет жасаймын, мақсат 1 жылдық отчет жасаймын, не жасадым, 1 жылдық мақсат қоямын деген нәрсенің бәрі туфта ғой негізі. Олар білмейді қалай жасау керек отчетты. 99.9% адам білмейді негізі. Негізгі отчет осы арқылы жасалады. Данный болса жасалады да, данный болмаса қалай жасалады? Данныйдың бәрі мына жерде жазылып тұр. Олардың бәрі мақтану дейсіз ғой, 1 жылға отчет дейді да, не істедім. Ол да жақсы шығар, дым істемегеннен қарағанда. Сол көргендеріңізге рахмет, баршаларыңызға Алла разы болсын. Каналға тіркеліп қойыңыздар. Алла қаласа бұдан да әдемі, бұдан да жақсы, иншалла подкасттар түсіреміз. Жарты жылдан кейін, 2026-та ма? 2026 3 ай қалды ғой арада. Болды. 2026-та Қасым Қазақпен екінші сұхбатымыз шығатын болады иншалла. Бекітіп қойыңыздар. Бекітіп қоямыз. Міндетті түрде. Адам неге ұмытшақ. не болайық? Мен де жазып қоямын қазір. Ертең сендер ұмытып кетсеңдер мен айтып. Иншалла.